Қарым-қатынас қағидалары. Қайда болсаң да, қандай жағдайда жүрсең де Алланың бұйрығын орындап, тыйымынан аулақ болып, тақуалық тұстан. Қандайда бір қателік жасасаң, дереу артынан оны жуып шаятын ізгі іс жаса. Адамдармен әрдайым көркем мәміле, жақсы қарым-қатынаста бол. Хадис. Адамдармен дұрыс қарым-қатынас құрып, тиімді тіл табыса білу қабілеті эмоциялық зерденің негізгі тақырыптарының бірі. Адам баласы жалғыз өзі дара өмір сүре алмайтын әлеуметтік жаратылыс. Ол қоғамның қайнаған ортасында, яғни басқа адамдармен қарым-қатынаста өмір сүруге бейімделген болмыс. Жалғыздық бір құдайға ғана жарасқан дейді қазақ. Бұл мақалдың мәнісі тереңде. Ауыр қылмыс жасаған күнәһарды оқшау абақтыда жеке ұстау тәсілі ең ауыр жазаға жататыны сондықтан. Бұл жайлы Абай дүниеде жалғыз қалған адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында деген. Бүгінде баз бір адамдардың жетістікке жете алмай кері кетіп, бақытсыздыққа тап болуының себебі қоғамда өзін жалғыз сезінуі болмақ. Айналасы оны түсінбей, һәм өзінің де басқа адамдармен тіл табыса алмай жиі шиеленіске түсуі жатыр. Адамдармен тіл табысу жеке тұлғаны жетістікке жетелейтін негізгі фактор. Тіпті жетістіктің 80% айналаңмен дұрыс қарым-қатынас орнатып, тиімді тіл табыса білуде екен. Дәл осылай жиған білім, тәжірибеміз, басқа да қабілет қарымымыз қалғаны 20% құрайды. Адамның әлі айтпаған пікірін аңдау, сезімін түйсіну, ойын оқи білу аса маңызды қасиет. Мәмілегерлік қарым-қатынас дегеніміз қай жерде, кімге не сөйлейтініңді, қандай әрекет жасайтыныңды білу. Яғни орынды әзіл айту, кез келген адамның көңіл кілтін табудың жолы. Шиеленіс пен түрлі қақтығыстың алдын алып, өзің жайлы айналаңа жағымды пікір қалыптастыру үшін ең әуелі әлеуметтік зердеңізді дамыту қажет. Кітаптың бұл тарауында адамдармен тіл табысу қабілетін арттыратын бір қатар қасиет пен көңіл кілтін табудың тиімді тәсілдері жайлы әңгімелейміз. Әуелі адамды түсінуге тырыс. Адамдар арасындағы реніш, қарым-қатынастағы шиеленіс көп жағдайда бірін-бірі түсінбеушіліктен туындайды. Түсінген адам ғана бәрін кешіреді дейтін мәнді сөз бар. Демек тіл табысудың алғашқы шарты түсінісу. Әр адамның өз шындығы, басқалар білмейтін дарақ ақиқаты болады. Қазақ жақсы адамға түсінігі мол адам деп баға беретіні сондықтан. Жылқы кісінескенше, адам сөйлескенше деген мақалдың да айтпағы осы. Түсінуге әрекет ету, алдыңдағы адамның жүзіндегі ишарасын, тілі мен эмоциясын байқап, өзіңді оның орнына қойып, жағдайын бір сәтте елестету арқылы, оның бастан кешіп отырған сезімін, көңіл күйін түсіну, көзқарасын білу, сенен не қалап тұрғанын сезіну өте қажет қабілет. Көп жағдайда алдымыздағы адамның маған сенің көмегің қажет, немесе басымнан сипап, мейірім көрсет деген көңіл күй тілін түсінбей, оның жәрдемге шақырған жан айқайын сезіне алмағандықтан келеңсіз жағдайдың алдын алуда кешігіп қалып жатамыз. Күйеуі мен әйелі, ене мен келін, ата-ана мен бала, мұғалім мен оқушы арасында проблема болып жатса, бұл бірінші кезекте бірін-бірі түсінбеуден туындаған құбылыс. Бір-бірінің жан дүниесін, көңіл күйін, нені қалайтындығын ұғынуға талпынбаудың салдары. Сондай-ақ бір жақты шешімдер мен сыңар көзқарастың нәтижесі. Әуелі диагноз, содан кейін рецепт. Дәрігер алдына келген науқастың шағымын тыңдамай, аурудың диагнозын дөп басып анықтамастан, үйіп-төгіп дәрі бере берсе, мұнысы өрескел қателік болары анық. Дәл сондай кез келген адамның жеке жағдайын, көңіл күйін, мәселесінің түпкі себебін түсінбестен айтылған ақыл да, қолданылған шара да пайдасыз, тіпті зиян болмақ. Адамдардың бір-бірімен байланысы көп жағдайда тән тілімен болатын қарым-қатынасқа негізделеді. Мейрабин, Бердвистел, Альберт Мейрабин, Рей Бердвистел және басқа да зерттеушілердің пікірінше, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасының 7% ғана сөз арқылы жүзеге асады екен. Ал қалған 38-і дауыс интонациясы, тоны мен тембріне, 55% дене тіліне тиесілі көрінеді. Дене тілі дегеніміз сөйлеушінің позасы, мысалы қолын иегіне тіреп, денесімен алға еңкеюі, тағы басқа. Жест, тыныс алуы, қас-қабақ һәм бет-әлпет қимылы сияқты жағымды, жағымсыз ақпараттық жүйе. Демек қарым-қатынастың 93% сөзбен емес, бейсаналы түрде жүзеге асады. Жоғарыда келтірілген пайыздық көрсеткіштер дәл болмаған жағдайдың өзінде қарым-қатынастың дыбыссыз бейсаналы түрі басымдылыққа ие екендігі даусыз.
Сондықтан адамдардың көңіл күйін, нені қалайтындығын бет әлпет, тұла бойынан, жүріс тұрысынан аңғару өз алдына айрықша қабілет. Жағдайды толық түсіну үшін мұндай әрекетке неліктен барды? Не себепті осылай болғаны оған ұнайды? Қандай көңіл күйді бастан кешіруде? Мен оның орнында болсам қайтер едім? Тағы да басқа сұрақтардың жауабын іздеуге тырысу қажет. Эмоциялық зерденің негізгі тақырыбына жататын эмпатия дегеніміз адамды жан тәніңізбен, сана сезіміңізбен түсінуге талпыну. Бірақ міндетті түрде онымен келісу дегенді білдірмейді. Эмпатияға мына кішігірім тәжірибені мысал ретінде ұсынуға болады. Мұғалім екі оқушыны бір-біріне қарама-қарсы отырғызады да орталарына бір затты қояды. Сосын екеуінен де сол заттың түсін сұрайды. Біреу ақ десе, екіншісі қара дейді. Бір-бірінің сөзін жоққа шығарып дауыстары көтеріле бастайды. Тіпті дауласуға дейін барады. Дәл осы сәтте мұғалім екеуінің орындарын ауыстырады да, енді айтыңдаршы, қандай түс екен дейді. Дауласуға дейін барған екі оқушының да аузына құм құйылып, бірден қателіктерін түсіне қояды. Өйткені ортадағы заттың екі жағы екі түрлі түске боялған болатын. Дәл осы тәжірибедегідей адамдар бір-бірінің жағдайын біліп, мәселеге қарсы тараптың көзімен қарауды үйренгенде, яғни оқиғаға басқа ракурстан үңіліп, дұрыс ұғынуға талпынған кезде шиеленіс пен келіспеушіліктер азаяды. Тіпті күрмеудің түйіні өздігінен тарқалып, оп-оңай шешіледі. Түсінуге талпыну өмірдің барлық саласына аса қажет қағида. Жұрттың сұранысын түсінбей жатып, шығарылған өнім де, шәкірттің деңгейіне анықтамай жатып берілген білім де нәтижелі болмайды. Мысалы, сатушы әуелі тұтынушының жеке жағдайын ойлап, оның қажеттілігін түсінуге талпынады. Проблемасын шешуге тырысады. Яғни проблеманың шешімін сатады. Тұтынушының қажетін өтейді. Міне бұл нағыз кәсіби сатушының сауатты әрекеті. Ал кәсібилігі төмен сатушылар тұтынушының жеке жағдайымен санаспастан маркетингтің түрлі қызықтырушы тәсілін қолдана отырып, тауарларын өткізуге, затын сатуға тырысады. Мұндай саудадан тұтынушы опық жері анық. Зейін қойып мұқият тыңда. Алдыңыздағы адам сізге ашылып сөйлемесе, оның жағдайын, көңіл күйін, мәселесінің түпкі мәні мен негізгі себебін қалай түсінбексіз? Ал түсінбесеңіз, оған қалай көмектесе аласыз? Ендеше алдыңыздағы адам толық ашылып ақтарылу үшін сіз зейін қойып, жан тәніңізбен тыңдай біліңіз. Сөздеріне мұқият құлақ тұрыңыз. Адамдар көбінесе алдындағы адамның сөзін аяғына дейін зейін қойып тыңдамайды. Тіпті, солай ма, дұрыс екен деп тыңдап отырғандай кейіп танытады. Немесе тыңдауды сөйлеушінің сөзін бөлмей отыру деп түсінеді. Кісі сөйлеп жатқанда оған қалай оңтайлы жауап берудің қамына көшеді. Тыңдаған кейіп таныса да ойыны басқа жақта екендігі, ат үсті тиіп қашып құлықсыз отырғаны, көзінің жанарынан, телефон шұқылау сияқты басқа да қимылдарынан көрініп тұрады. Тіпті сөзіңді тезірек бітір, енді мен сөйлеймін дегенге саятын ашық әрекеттерге де барады. Мұндай әрекеттерін байқаған адам толық ашылып сөйлеспейді. Ол адаммен қарым-қатынас құрудан қашады. Өзі туралы ғана аузы көпіріп тоқтаусыз айта беру, басқа адам сөйлеп жатқанда қандай да бір ой туа қалса, әңгімесін аяқтауын күтіп жатпастан сөзін бөліп килігу, өзін ғана ойлайтын өзімшіл адамдардың әрекеті. Мұндай әрекеттер айналаңдағы адамдардың саған деген көңілін суытады. Пайғамбарымыз сөйлескенде, амандасқанда адамдарға денесімен толық бұрылатын, адамның сөзін мұқият тыңдайтын, тіпті бала болса да түсінуге, оқиғаның неден, қалай орын алғандығына мән беретін еді. Кісіні тыңдай білу ең әуелі оған деген құрметтің белгісі. Сөзін тыңдап отырған адамға қарай денеңізді барынша бұрып, аздап иіліңкіреп отырыңыз. Көз байланысын құруды ұмытпаңыз. Сөзін соңына дейін асықпай, сабырмен тыңдаңыз. Бір сәт бұл мәселеге қатысты көзқарасыңызды қоя тұрып, неліктен бұлай болатындығын, қандай себеппен, нендей көңіл күйде бұндай әрекетке барғандығын, шын мәнінде не болғандығын ұғуға талпынғаныңыз жөн. Мәселенің негізгі себебін білген соң ғана шешім айтқан жөн. Сұхбат барысында тергеуші немесе сынаушы кейпіндегі сұрақтар қоймаңыз. Керісінше оны шынайы тыңдап отырғаныңызды білдіретін, әңгімесіне аса қызығушылық байқататын, оның ашылып сөйлеуіне жағдай туғызатын сұрақтар қойып отырыңыз. Бірақ әртүрлі қажетсіз сауалдарды төпелетіп қойып жаңылдырмаңыз. Мұндай жағдайда тыңдаушы бұл оған не үшін қажет деп күмәндана қарайтын болады. Іштей қауіптенгендіктен сізге сырын ақтарып, ашып айтпайды. Адамдарды жан тәнімен тыңдай білетін тұлғалардың бірі Зигмунд Фрейд екен.
Онымен кездескен адамдар Фрейдтен басқа адамдардан жоқ қасиетті байқадым. Оның көздері өңменіңнен өтетін суық емес, керісінше күлімдеп, шуақ шашып тұрады. Жұмбақтап сөйлегенді жаны қаламайды. Алайда оның сізге деген ықыласы, айтар ойымды дұрыстап жеткізе алмасам да, оның жоғары бағалауы басқа адамдарға ұқсамайды деп баға беретін болған. Эмпатия мен тыңдау мәселені шешуден бұрын адамның жанын түсіну. Рухани демеу беріп, қолдау көрсету болмақ. Жай ғана көңіл бөліп шынайы тыңдаудың өзі көп адамның жан дүниесіне дауа болмақ. Бір психологтың маған психологиялық көмек сұрап келген кісінің ең әуелі мұқият, асықпай тыңдаймын. Тыңдаған сайын ол ашылып сөйлейді. Арасында көбірек сөйлету үшін сұрақтар қойып отырамын. Ішіндегі шерін тарқатады, жиналған барлық эмоциясын шығарады. Мен алғашқы кездесуде көп нәрсе айтпасам да, оның кетер кезде көңілі көтеріліп, әжептәуір жақсы болып қалғанын байқаймын, дегені бар еді. Иә, сіздің шынайы, жан тәніңізбен тыңдауыңызды сезген сәтте, сөйлеп отырған адам шынайы сөйлеуге тырысады. Айтылмаған сөздерін ағытып, ішіндегісін бүкпесіз ақтара бастайды. Саған деген құрметі артып, өз кезегінде ол да сені мұқият тыңдауға, түсінуге ниетті болады. Арадағы қарым-қатынас беки түседі. Кез келген пенде өзін ден қойып тыңдайтын, жан дүниесін түсінетін адамды іздейді. Сондықтан алдыңыздағы адамның сөзін аяғына дейін тыңдамай жатып, ақыл айтудан аулақ болыңыз. Эмпатиямен, яғни жан тәніңмен уақыт бөліп тыңдаудың көп уақыт алатыны сөзсіз. Бірақ бұлай жасау арқылы сіз болашақта көп уақыт үнемдейсіз. Мысалы, кез келген дәрігер үшін қанша уақыт кетсе де, науқас адамға дұрыс диагноз қою аса маңызды. Өте асығыс едім деп кез келген дәрі-дәрмекті бере салмайтыны түсінікті. Ендеше уақытыңызды алса да, эмпатиямен тыңдауды үйретіңіз. Есек ақырса. Баяғы өткен заманда бір даукеште бәлеқор адам қала әкіміне мешіт имамының халықты шатастырып, адастырып жатқанын айтып шағым түсіріпті. Мешіт имамы қандай ісімен, нендей сөзімен халықты адастырып жатыр, депті имамды жақсы танитын әкім таңғалған күйде. Әлгі бәлеқор адам, ойбай әкім мырза, айтпаңыз, имам мешіт жамағатын жиып алып, есек ақырса кісінің дәреті бұзылады деп ешбір кітапта жоқ, Құранға қайшы пәтуа берді. Сенбесеңіз сол жердегі жамағаттан сұраңыз, депті саспастан. Әкім мәселенің анық-анығын білу үшін әлгі мешіт имамын құзырына шақырып алып, мына адам сені халықты шатастырып жүр, есек ақырса кісінің дәреті бұзылады деп пәтуа берді, дейді. Осы айтқаны рас па? Дейді. Имам, олай дегенім рас, әрі ол дұрыс пәтуа. Мына кісі мешіттегі дәрісіме кешігіп келді. Сосын сөзімді аяғына дейін тыңдамай ерте кетіп қалды. Сөзімнің басында, аяғында толық тыңдамай, ортасында ғана шалыс естігендіктен қателесіп отыр. Мен дәретке қатысты бір мәселені халыққа түсіндірген едім. Мәселенің бас аяғы былай. Бір кісі есегіне дәрет алатын суын артып, шөл далаға сапарға шықса, сосын жол ортасында әлгі есегі дәрет суымен бірге қашып кеткен жағдайда, су болмағандықтан намазын тәйәмүм алып оқиды. Егер намазға тұрған кезде есегінің ақырғанын естісе, онда әлгі кісінің дәреті бұзылады. Өйткені есегінің ақырғаны қайтып айналып келгендігінің белгісі. Ендеше, су табылғанда тәйәмүммен алған дәрет жарамсыз, деген едім. Мына адам жамағат арасында үнемі осылай бәлездеп жүреді. Менің сөзімнің ортасын ғана қиып алып, сізге қисық жеткізіп отыр, дейді. Имам сөзінің дұрыс екеніне көз жеткен әкім әлгі бәлеқор адамның өзіне жаза қолданыпты. Қиссадан түсінгеніміз, кісінің сөзін аяғына дейін мұқият тыңдамаудың кесірі осындай болады. Тәрбиенің 4 тірегі. Бірде мәдиналық бір кісі бақшасында өсіп тұрған құрмасына тас лақтырған баланы ұстап алып пайғамбарымызға келеді. Бұл бала жастай ислам дінін қабылдаған Рафих ибн Амр еді. Бақша иесі қатты кейіген сыңайда, қабағы қатулы. Пайғамбар сабыр сақтап, балапаным, құрма ағашына неге тас лақтырдың деп сұрайды. Бала, қарным қатты ашты, құрма жегім келді дегеннен басқа сөз айтпайды. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар балаға, енді қарның ашса жерге түскенін же, енді әрі құрмаларға тас лақтырма, жарай ма? дейді. Сосын баланың басынан сипап, оған былай деп дұға жасады. Уа Алла тағалам, бұл баланың қарнын тойдыра көр. Жоғарыдағы оқиғаға психологиялық талдау жасап, астарындағы тәлім тәрбие негіздерін оқуға тырысайық.
Біріншіден, баланың кінәлі екенін біле тұра, пайғамбарымыз оған салған жерден ұрыспады. Өйткені балаға ұрысқаннан гөрі оны жақсы көретініңді білдіру маңызды. Психология ғылымында дәлелденген осы бір әрекетке тоқталып өтсек. Мейірімділік таныту. Тәрбие берудің негізгі мәйегі мейірім мен сүйіспеншілікте. Әсіресе балалар үшін мейірім мен сүйіспеншіліктің орны зор. Бұндай махаббатқа бала әрқашан шөліркеп тұрады. Жас бала тек қана сүйіспеншілікпен өсіп жетіледі. Бала кімнен мейірім көрсе, сол адамды жақсы көреді. Әрдайым соны іздеп тұрады. Оны ренжітпей, мейірім мен сүйіспеншіліктен ажырап қалмау үшін оның айтқандарын мүлтіксіз орындауға тырысады. Бала өзі жақсы көрген кісіге еліктегіш келеді. Ендеше сүйіспеншілік бала тәрбиесіндегі негізгі қағида. Пайғамбарымыз азаматтан сүйіспеншілігін аямаған. Жан жүрегімен жақсы көріп, әрқайсысына жеке-жеке көңіл бөлетін. Әр сахаба өзін пайғамбардың ең жақсы көретін адамы мен шығармын деген ойда болатын. Алайда Алла елшісінің балаларға деген мейірімі тіптен ерекше еді. Жоғарыдағы Рафих ибн Амр оқиғасы осының дәлелі. Дедектетіп пайғамбардың алдына келе жатқан бұл бала қандай үрейді бастан кешті десеңізші. Қап, мені қалай жазалар екен деп қорқып келген балаға пайғамбар балапаным деген сүйіспеншілікке толы жылы сөзін арнады. Басынан сипап, мейірлене қарады. Баланы жазалаудан бұрын мейірімге толы насихаттың әсері мол екенін ескергеніміз жөн. Себебі бала көбінесе жасаған қателігінің парқын білмейді. Мұндай жағдайда оларға ұрсып, зекудің пайдасынан зияны басым. Үлкендер баланың басынан сипап, маңдайынан иіскеуі, яки құшақтап арқасынан қағуы оған оң әсерін тигізеді. Бала үлкеннің жылы ілтипатынан өзін жақсы көретінін сезеді, әрі ол кісіге деген құрмет артады. Құшақтап маңдайынан сипаған кісіні өзінің қорғаушысы деп біледі. Педагогтар жылылық көріп, мейірімі қанбаған бала психологиялық ауруларға ұшырайтынын дәлелдеуде. Ата-ана, яғни кез келген педагог үшін балаға ұдайы ұрсып, оған ұзақ ақыл айтқаннан гөрі басынан сипап, мейірім көрсетіп, арқасынан қағуы әлдеқайда әсерлі. Бұның астарындағы құрғақ сөзбен жеткізуге келмейтін небір сезімдер бар. Балаға құлақ асу. Баланы әуел тыңдай білу керек. Әр нәрсені дұрыс түсінуге бала ақылы жете бермейді. Бала сөйлеген сайын ішкі дүниесін ашып береді. Сол себепті баланың ойын білу қажет. Біз көбіне баланы қателікке ұрындырған себептерді іздемейміз, дереу оған ұрса жөнелеміз. Жоғарыдағы Рафих ибн Амр оқиғасында пайғамбарымыз оған дереу дүрсе қоя берген жоқ. Әй, оңбаған, біреудің бақшасында нең бар? Енді таслақтырады екенсің, көресіңді көрсетем, қолыңды сындырам деп ұрысқан жоқ. Неліктен таслақтырдың? Деп онымен тілдесті. Бала себебін айтты. Қарны ашқаны, құрма жегісі келгендігін анықталды. Аш баланың мұндай әрекетке баруы табиғи жағдай екені анық. Не істесе де дереу жазалауға жүгірмей, алдымен баланы сөйлетіп, тыңдай білу қажет. Бала балалықпен қате жасайды, ал үлкендер болса, олардан ересек адамның ісін күтеді. Қате жасаса ұрсып, жазғыра жөнеледі. Көбіне баланы тыңдауды қажеттілік деп ойламайды. Бала болса өз қателігін түсінбегендіктен ата-анасының яки үлкендердің не үшін ұрысқанын, неге жазалағанын ұқпай қалады. Сөйтіп үлкендер маған жамандық жасады, ата-анам мені жақсы көрмейді деген ойда жүреді. Міне сондықтан баланың ішкі дүниесімен сырласпай, жасаған ісінің дұрыс еместігін түсіндірмей жазалау дұрыс емес. Балама нәрсе ұсыну. Ата-ананың қателіктерінің бірі баланы не болса содан тыйып, іс-әрекетін шектей беруі. Баланы қате қылығын тиған кезде оның басқа бір дұрыс бағытын көрсету керек. Олай болмағанда бала баяғы істеген қателіктеріне қайта оралады, немесе қырсық мінезге бейімделеді. Мысалы, бала ыдыс-аяқпен ойнағысы келді делік. Дереу оны қолынан жұлып алғаннан гөрі, ойнасаң мә мынамен ойна деп оған сынбайтын зат беру керек. Үйдің қабырғаларын сызып ойнаған баланың қолына дереу дәптер яки қағаз ұстатып, мынаны сыз, жүгірсең мұнда емес, ана жерде жүгір, көрсең бұл фильмді емес, ана фильмді көр деген секілді балама ұсынған жөн. Жоғарыда пайғамбарымыз құрмаға таслақтырма, жерге түскендерін же деп балаға балама ұсынғаны сияқты. Тілек тілеу немесе балаға бата беру. Ата-ана қашанда баласының тілегін Құдайдан сұрағаны жөн. Бұл педагогтар үшін де маңызды. Көптеген хадисте баласының тілеуін тілеген ата-ананың дұғасы қабыл болғаны айтылған. Пайғамбарымыз жоғарыдағы оқиғада балаға дұға етудің маңыздылығын білдіруде.
сол сияқты педагогтар да қарамағындағы балалар үшін үнемі жаратқаннан жақсы тілек тілеп жүргені дұрыс. Қорыта келгенде, адам жасына сай білім тәрбие беруде ұлағаты мол тамаша ұстаз пайғамбардан алар үлгі көп. Оның бала тәрбиесіне қатысты көрегенділігі жоғарыдағы бір ғана оқиғамен шектелмейді. Кезінде тұтас қоғамды жамандықтан тыйып, жақсылыққа тәрбиелеген Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи салам өмірі теңдессіз үлгі. Ол бала тәрбиесінде қиындық көріп жүрген ата-аналар мен педагогтар үшін таптырмас өнеге. Ымыралы мәміле. Кез келген келіссөз екі тарапқа да пайдалы болуға тиіс. Бір ғана жақтың мүддесі қорғалған келісімдер мен ортақ істердің ғұмыры ұзақ болмайды. Бір тарап қысқа мерзімде ұтқанымен ұзақ мерзімде ұтылысқа ұшырайды. Мысалы, бізбен әріптестік орнатқан компанияның душар болған жағдайын пайдаланып, оларға тауарыңызды қымбат бағаға саттыңыз делік. Яғни ол компания сізден тауарды әдеттегіден қымбат бағаға сатып алуға мәжбүр болды. Бірақ сіздің осы әрекетіңізден кейін ол компания келесі жолы тауарды сізден сатып алудан бас тартуы әбден ықтимал. Демек, сіз бір рет қомақты пайдаға кенелгеніңізбен ұзақ мерзімде әлеуетті әріптесіңізден айырылдыңыз. Осы орайда пайғамбарымыздың мына бір хадисі аталған тақырыпқа қағида боларлық терең мағыналы сөз. Өзіңе тілегенді басқаға да тілемейінше кемел иманға жете алмайсыңдар. Иә, өзіңе қалағанды өзгеге де қалау үшін өз мүддеңді ойлағаныңдай басқаның да пайдасын көздейсің. Сондай-ақ, өзің ұнатпаған қылықты басқаға тілемейсің. Міне бұл кемелдіктің белгісі. Өз пайдаңды қорғау мен өзгенің мүддесіне құрмет көрсету, ол ар-ұят, имандылыққа негізделген тепе-теңдіктің көрінісі. Сенім мен көркем мінездің биік өренің жемісі. Осы ұстаным салтанат құрған кез келген қоғам бақытты ғұмыр кешпек. Стивен Кови өзінің жасампаз жандардың 7 дағдысы атты еңбегінде ықпалдастық арқылы жетістікке жетудің маңыздылығын айта келіп, екі жақтың да мүддесі мен пайдасы сақталған келісімді ұттым қағидасыменен түсіндіреді. Проблеманы екі жаққа да пайдалы шешу үшін тараптар бір-бірінің қалауын шынайы түсінуге тиіс дейді. Үлгі ретінде төмендегі оқиғаны ұсынады. Мен шағын компанияда жұмыс істедім. Ірі банк корпорациясымен келісімшарт жасау арқылы келіссөз жүріп жатқан. Корпорация келіссөзге қатысу үшін Сан-Францискодан заңгерлер, Огайодан өзінің өкілі мен құрамындағы 2 ірі банк президенті бар 8 адамнан тұратын делегация жіберіпті. Біздің компания келіссөзді ұттым немесе байланыспаңыз принципі бойынша жүргізуге шешім қабылдаған. Басшылық көбірек шығын шығарып, қызмет көрсету деңгейін жақсартпақшы болды. Бірақ әлгі қаржы корпорациясы талаптар мен сауалдарды төпелетсін келіп. Тараптар келіссөз үстелінің басына жайғасқан сәтте компаниямыздың президенті былай деді. Келісімшарт мәтінін өз қалауларыңызға қарай құрастырсаңыз жөн болар еді. Өйткені сіздердің қажеттіліктеріңізді толық білгіміз келеді. Әуелі сіздердің қажеттіліктеріңізді қанағаттандыру мүмкіндіктерін талқылаймыз. Тек содан соң баға туралы ақылдасамыз. Екінші тарап өкілдері таң-тамаша болды. Оларға келісімшарт жасау мүмкіндігі толық берілгені қатты таңғалдырды. Жұмысты орындауға 3 күн қажет болды. Сөйтіп олар өздеріне қолайлы келісімшарт нұсқасын ұсынғанда, компаниямыздың президенті былай деді. Әуелі, біз сіздерге не керек екенін дұрыс түсіндік пе, соны тексеріп алайық. Содан кейін ол келісімшарттың әр тармағын әріптестер мүддесін қорғай отырып мазмұндап шықты. Сонымен қос тарап өз басымдылықтарына толық көздері жеткенше келісімшарт талқыланды. Иә, дәл солай. Жоқ, біз бұл жерде сәл басқаша ойлап едік. Иә, міне енді дұрыс. Қарсы тараптың мүддесін мұқият саралаған соң президент бізді алаңдатқан мәселені түсіндіре бастады. Олар сөзімізді бөлмей тыңдады. Өйткені тыңдауға дайын еді. Жұмыстың бас кезіндегі тым ресми, сенімсіз, жағымсыз ахуал аяқ астынан өзгеріп, синергияға қолайлы жағдай туды. Келіссөз аяқталарда корпорация өкілдері біз сіздермен әріптес болғымыз келеді. Келісімшарт жасауға да дайынбыз. Бағасын айтыңыздар, қол қояйық деді. Екі жақтың біреуіне пайдасыз істен бас тарту қажет. Екі жаққа да пайдалы, екі тарапта да қанағаттандыратын келісімге қол жеткізе алмаған жағдайда ортақ жұмыс істеуден бас тарту ең дұрыс шешім. Осы арқылы сыйластық, қарым-қатынасты сақтап қалуға болады. Әйтпегенде бір тараптың ұтысы екінші жақтың ұтылысының нәтижесі болғандықтан, ондай келісім арадағы қарым-қатынасқа сызат түсіреді. Келісе алмаған жағдайда бас тартуды Стивен Кови ұттым немесе байланыспаңыз қағидасымен былай деп түсіндіреді.
ұттым немесе байланыспаңыз тұжырымымен танысқаннан кейін бір шама уақыт өткен соң бағдарлама әзірлейтін компанияның президенті менімен әсерін бөлісті. Біз жаңа бағдарлама жасап шығарып, оны 5 жылдық келісім шарт негізінде бір банкке саттық. Банк президенті ризашылық білдіргенімен қызметкерлері аса қуана қойған жоқ. Бір айдан соң банк президенті ауысып кетті. Жаңа келген президент менімен кездесіп, бағдарлама өзгергеніне байланысты өзімді жайсыздау сезінемін. Бір түсініксіз жағдайлар орын алып жатыр. Қызметкерлерім оны меңгере алмай жатқан көрінеді. Оларға қысым жасай алмаймын деді. Менің компаниям сол кезде елеулі қаржылық қиындыққа тап болған еді. Келісімшарт талаптарын орындауды талап етуге менің толық заңды құқым бар болатын. Бірақ ұттым ұстанымына сенімдедім. Сондықтан президентке, сіз бен біз келісім шартты жасастық. Жаңа бағдарламаға қайта бағдарлану үшін өнімдеріміз бен қызмет құнын сатып алу банк кепілдік берген. Алайда сіздің осы келісім шартқа аса риза емес екендігіңізді көріп отырмыз. Осы орайда былай жасағымыз келеді. Келісім шартты тоқтатып, төлеп қойған ақшаңызды қайтарамыз. Бірақ келешекте жаңа бағдарламалық шешім қажет болып жатса, бізге тағы да жүгінуіңізге болады дедім. Жалпы сомасы $84,000 тұратын келісімшарттан бас тарттым. Бұл қаржылық құрбандықпен тең еді. Алайда ұзақ мерзімді перспективада осы ұстанымның дұрыстығына сенімдедім. Ақша қайтып қана қоймады, шығынның орны пайдамен толды. 3 айдан соң банк президенті маған хабарласып, мен деректерді өңдеу базасына өзгеріс енгізгелі жатырмын. Сонымен сіздің айналысқаныңызды қалаймын деді. Сөйтіп бізбен $240,000 келісім шарт жасады. Ешкімді кінәлама, сынама. Алла тағала аса биязы, жұмсақ, әр нәрседен жұмсақтықты ұнатады. Басқа ешбір нәрсеге бермеген жақсылықты биязылыққа берген. Хадис. Адам табиғаты өз кемшілігі мен қателігін көп жағдайда қабылдай алмайды. Әсіресе көпшілік алдында жария айтылған сынды тіптен мойындау ауыр. Өйткені адам баласы өзін тым жақсы көреді. Тіпті өз-өзіне ғашық, ал ғашықтың көзі көр. Сондықтан өз кемшілігін көре алмайды. Бұл көпшілік адамның ең осал тұсы. Кемелдікке талпынып, өз егосын жеңе білген адамдар ғана айтылған сынды дұрыс қабылдауы мүмкін. Сондықтан әркімге оңды солды сын айтудың пайдасынан зияны көп. Қателікті мүмкіндігінше білдірмей, білдірсе де нәпсіге ауыр келмейтіндей етіп, аса ептілікпен жеткізу керек. Адам білмегенін үйренгенде, ұмытқанын еске түсіргендей күйде болуы тиіс. Сонда ғана айтылған сын, көрсетілген қателік жеңіл қабылданады. Бұл аса ептілік пен біліктілікті талап ететін құбылыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларының қателіктерін бетіне баспайтын. Көбіне қате іске қатысы бар адамның атын атамай, кемшілікті көпшілікке жалпыламай ескертетін. Мысалы, бірнеше сахаба пайғамбарымыздың жұбайларына келіп, оның көп адам біле бермейтін үйдегі құлшылығы жайлы сұраған болатын. Пайғамбар ғибадаты туралы білгеннен кейін көбірек құлшылық жасау мақсатында кейбіреуі мен өмірімде мүлдем үйленбеймін десе, енді бірі мен мүлдем ет жемеймін дейді. Тағы біреуі мен мүлдем ұйықтамаймын деп өмірлерін толықтай ғибадатқа арнайтындықтарын айтады. Мұны естіген Алла елшісі кейбір кісілерге не болған, әртүрлі пікірлер айтыпты. Ал мен болсам намаз да оқимын, әрі ұйықтап тынығамын, ораза ұстаймын. Сонымен қатар кей күндері аузым ашық жүреді. Сондай-ақ үйленемін. Менің жолымнан кім бас тартса, ол менен емес деп артық кеткен сахабалардың аттарын атамай, қатесізді жиналған жұртқа жабылама түсіндірген. Әз пайғамбар ас әзірлеген адамды ыңғайсыз жағдайда қалдырмау үшін астың кемшілігін айтпайтын. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам алдына қойған астың мінін айтпаған, тәбеті тартса жеп, ал көңілі соқпаса жемейтіндігін жеткізген. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өзіне дөрекілік танытқандарға да биязы мінез көрсетіп, қателіктерін бетіне баспастан, істің барысын сұрақ қоя отырып, аса бір хикметпен түсіндіретін. Алла елшісінің алдына бөтен ниетпен барғандар, ол кісіден қайтқан кезде жүректері иманға, ақылдары нұрға толып, мүлдем өзгеріп шығатын. Бірде әз пайғамбар құзырына бір жас жігіт келіп, «Уа Алланың елшісі, маған ойнас жасауға рұқсат беріңіз» дейді. Айналасындағылар оның ерсі һәм әдепсіз қылығына шыдай алмай өре түрегеліп, әлгі жігітке ұрса жөнелді. Алла елшісі сахабаларын сабырға шақырып, ана жігітке жақында дейді. Оны тізесіне тиетіндей жақын отырғызады. Сосын араларында мынадай әңгіме өрбіді. Сенің шешеңмен әлде біреудің ойнас жасағанын қалар ма едің? Жоқ, Алланың елшісі. Ендеше ешбір жан анасымен басқа біреудің ойнас жасағанын қаламайды.
Ал туған қызыңмен әлде біреудің зина жасағанын қалар ма едің? Жоқ, Алланың елшісі. Олай болса сен секілді ешбір адам туған қызымен басқа біреудің зина жасағанын қаламайды. Ал әпке қарындасыңмен біреудің ойнас жасағанын қалар ма едің? Жоқ. Дәл сол секілді ешбір адам қаламайды. Ал әкең жақтан туысқан болып келетін әпкелеріңмен біреудің ойнас жасағанын қалайсың ба? Жоқ. Сен секілді ешкім де қаламайды. Ал нағашы әпкелеріңмен біреудің зина жасағанын қалар ма едің? Жоқ. Олай болса басқа адамдар да нағашы әпкелерімен әлде біреудің ойнас жасағанын қаламайды. Байқағанымыздай, пайғамбар жас жігіттің кемшілігін бірден бетіне басқан жоқ. Тіпті өре түрегелген сахабаларын сабырға шақырып, ыңғайсыз жағдайға тап болған жас жігітті өзіне жақын тартып, көңілінің кілтін тапты. Сұрақ қоя отырып, қисынмен ісінің қате екенін ұқтырды. Оның зина жасайтын әйелінің басқа бір адамның анасы, я болмаса қызы, яки әпке қарындасы, немесе басқа да жақын туысқандары екендігін асықпай тәппіштеп түсіндірді. Соңында Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам жас жігіттің көкірегіне қолын қойып, былай деп бата дұға жасады. Алла тағала мына жігіттің күнәсін кешіріп, жүрегін күнәдан тазалап, ар-ұятты ете көр. Жас жігіт осы оқиға жайлы былай дейді: Алла елшісінің құзырына кірер кезде зина мен үшін ең сүйікті іс болған. Шыққан кезде мен үшін ең жексұрын-қылыққа айналды. Атақты америкалық психолог Дейл Карнегидің кітабында кемшілікті бетке баспай қателікті түзетудің үлгісі ретінде мына бір оқиғаны мысалға келтіреді. Ертедегі друидтер сияқты мен де еменге сиынудан кетер емес едім. Сондықтан жыл сайын себепсіз өрт салдарынан жасыл желектің жойылып бара жатқанын көру өте ауыр тиетін. Өртке себеп темекі шегіп, оны жерге тастап кететіндер емес, табиғат аясында демалуға келіп, ағаштың түбінде от жағып, жұмыртқа пісіріп, шұжық қуырып, тамақ дайындайтын жасөспірім балалар еді. Кейде өртті өзіміз сөндіре алмағандықтан, өрт сөндірушілерді шақыратын кездер жиі болып тұратын. Саябақтың бір шетінде от жаққандарға айыппұл салынып, түрмеге қамалатын жайлы ескертулер ілініп тұратын. Бірақ ол жаққа адамдар көп бара бермейтін. Бақтың қауіпсіздігіне жауапты атты полицей өте салғырт еді. Сондықтан өрт маусым сайын қайталанып отырды. Бірде өрт шығысымен мен әлгі полицейге жүгіріп барып, өрттің қарқын алып бара жатқанын, тезірек өрт сөндірушілерге хабар беру керектігін айттым. Ол өрт өзіне қарасты аумақта болмағандықтан бас қатырғым келмейді деп еріне жауап берді. Ақыры шарасыздықтан қоғам байлығын өзім қорғауға кірістім. Ағаштың түбірінде тұтанған отты көрсем болды. Көңіл күйім түсіп, от жағып отырғандарға жетіп келіп, оларды отпен ойнамауын айтсам, іс оңалады деп ойлайтынмын. Мәселен, бірде от жағып отырған балаларға жетіп барып, от жаққандар үшін түрмеге қамалу мүмкін екенін зілдене ескертіп, оны тез өшіруін талап еттім. Ал олар қасарысып еді. Қамауға аламын деп қорқыттым. Осылайша олардың ой пікірін елемей, өз талабымды өткізуге тырыстым. Ақыры немен бітті дейсіз ғой? Олар талабымды орындап отты өшірді. Бірақ менің талабымды ренішпен қарсы алғанын көздерінен байқадым. Мен міндетімді орындағаным үшін масаттанып, төбенің екінші жағына қарай беттегенде, олар бәлкім отты қайта жаққанды шығар. Уақыт өте келе адамдар арасында қарым-қатынасқа назар аударып, басқаның ой пікірімен санаса бастадым. Жүре келе бұрынғыша бұйрық берудің орнына от жағып отырған балаларға жақындап келіп былай дейтін болдым: демалыс көңілді болсын балалар. Қандай тамақ істегелі жатырсыңдар? Кішкентай кезімде мен де сендер сияқты от жаққанды жақсы көретінмін. Шынымды айтсам, әлі де жақсы көремін. Алайда саябақта от жағу өте қауіпті. Сендер қандай да бір бұзақылыққа барады деп ойламаймын, бірақ тентек балалар әлі де бар арамызда. Сендердің от жаққандарыңды көрген олар да от жағып өшірмей кетсе, құрғақ жапырақтар жалынды іліп әкетіп, ағаштар өртенуі мүмкін. Сақ болмасақ кешікпей мұндай ағаш қалмайтын сияқты. Өрт шықса сендерді түрмеге қамап тастауы да мүмкін. Әрине сендерге бұйрық беріп, демалыстарыңа бөгет болғым келмейді. Дегенмен оттың айналасындағы құрғақ жапырақтарды кейін ысырып, кетерлеріңде оттың орнын құммен көміп кетіңдер. Келесі жолы көңіл көтергілерің келсе, отты ана төбенің үстіндегі құмға барып жақсаңдар болады. Ол жерде өрт шықпайды. Тыңдағандарыңа рахмет балалар, демалыстарың көңілді өтсін. Мұндай әңгіме өз жемісін берді. Балалар да менімен келісетінін айтты. Реніш те жоқ, ашу да жоқ. Өйткені олар енді бұйрықты мәжбүрлі түрде орындап жатқан жоқ. Намыстарын ешкім таптамады. Мен олардың пікірін естігендіктен, олар да айтқан уәжімді көтеріңкі көңіл күймен қабылдады. Адамдарды сынап, жазғыра бергеннен гөрі, олардың ондай қателікке неліктен барғандығын түсінуге тырысқан абзал.
Мұның сынға қарағанда пайдасы әлдеқайда жоғары. Мұндай әрекет қоғамды төзімділікке, жанашырлық пен кешірімділікке тәрбиелейді. Биязылық қандай іске араласса, сол істі көркейтіп жібереді, ал қандай іске араласпаса, ол істің ұсқыны кетеді. Хадис. Сын айтудың жөнін біл. Кемшілікті жою үшін қателікті көрсету қажет. Алайда жоғарыда айтқанымызда ешбір адам өзіне жасалған сынды оңайлықпен қабылдамайды. Өйткені санамыз айтылған сынды өзіне төнген қауіп деп түсініп, бірден қарсылық танытады. Сондықтан сын ескертпені айтудың әдебі бар. Кейбір кісілер айналасындағы адамдардың қате кемшіліктерін тіміскілеп, реті келсін келмесін радикалды түрде сынау арқылы өзінің дәрежесін көтеріп, бағасын арттырғысы келеді. Мұндай адамдардан айналасы азар безер болып араласудан қашады. Араласса да тиіп қашып қорғаныс жағдайында ғана қарым-қатынас жасайды. Сын ескертпей айтқанда, тыңдаған адам сіздің сөзіңізден жанашырлық ниет байқауға тиіс. Ол үшін сын айтпақ болған кісіңіздің әуелі жақсылығын айтудан бастаңыз. Содан кейін мына мәселелерді былай жасасақ, одан да жақсырақ болады. Бірақ менде қателесуі мүмкін десеңіз, естушіге ыңғайлы болады. Тіпті дәл сол мезетте қабылдамаса да дұрыс ойлануына мүмкіншілік туғызған боласыз. Себебі сіз әуелі оның жақсы жағын айттыңыз. Оны сынап мінеп, абыройын мүлдем сызып тастаған жоқсыз. Өзіне деген сенімін арттырдыңыз, ынтасын ояттыңыз. Екіншіден, мынауың қате деген жоқсыз. Оның орнына былай жасасақ деу арқылы кемшілік емес, дұрыс нұсқа көрсеттіңіз. Демек, тікелей сын жоқ. Үшіншіден, былай жасасаң, одан да жақсырақ болады. Бірақ мен де қателесуі мүмкін деген сөзіңіз жанашыр адамның шынайы ниетін байқатты. Пайғамбарымыз әс-сахаба Абдуллах ибн Омарға «Абдуллах қандай жақсы азамат, егер түнгі намазын оқыса, бұдан да жақсы болады» дегені дұрыс сын айтудан өнегелі үлгісі болмақ. Әуелі адамның жақсы жағын, жетістігін айтыңыз, содан кейін кемшін тұсын мүмкіндігінше көзіне шұқымай, жанашырлықпен тілге тиек етіңіз. Әңгімені тағы да жақсы жағын айта отырып аяқтаңыз. Қалауын тапса қар жанар. Алла адамды ардақтап жаратып, ерекше қадір қасиетке бөлеген. Әр адамға ерік жігер, таңдау құқығын берген. Кез келген пенде өзінің маңыздылығын, қадір қасиетін сезінгісі келеді. Ал оған қандай да бір істі қалауынан тыс мәжбүрлеп жасату адамның ішкі қалауына, қадір қасиетіне қайшы болмақ. Сондықтан кез келген істі адамдардың қызығушылығын ояту арқылы ішкі қалауларына сай жасауға тиіспіз. Адамның ішкі қызығушылығы оның дұрыс шешімі. Айналамыздағы адамдарға, мейлі отбасы мүшесі болсын, яки жұмыстағы әріптес, қызметкерлер, немесе мейрамханадағы даяшы болсын, тіпті қол астыңызда істейтін жұмысшы болсын, олардың ішкі қызығушылығын ескермей, түрлі қысым арқылы мәжбүрлеген іс нәтижелі болмайды. Пайғамбарымыз сахабаларын қандай да бір ізгі іске ынталандырғанда, оларды мына дүниеде кенелер жақсылығы мен Алланың ризашылығы, ақыреттегі мол сауабын айтып қызықтыратын. Мысалы, Алла елшісі, кімде-кім Алланың өзіне мол ризық бергенін қаласа, немесе ғұмыр жасының ұзақ болғанын тілесе, онда туған туыспен қарым-қатынасын күшейтсін. Алла елшісі, сендерге намаз, ораза мен садақадан да дәрежесі жоғары бір істі айтайын ба? Ол арасы бұзылған екі адамды жарастыру. Алла елшісі, араларыңдағы маған ең сүйікті әрі ақыретте ең жақын адамды айтайын ба? Ол сендердің ең көркем мінезділерің. Гарри А. Оверстрит былай дейді: кез келген әрекет біздің қалауымыздан бастау алады. Бизнесте болсын, үйде, мектепте, немесе саясатта болсын, біреуге ықпал еткісі келген адам ең алдымен басқа адамдардың қызығушылығын оята білу керек. Бұлай істеу қолынан келсе, бүкіл әлемді өзіне дос етеді. Қолынан келмесе, жалғыз қалады. Дейл Карнеги былай деп жазады: бұрындары мен дәріс оқу үшін Нью-Йоркте қонақ үйдің ең үлкен залын әр маусымда 20 күн қатарынан жалдап алатынмын. Осындай маусымдардың бірі басталар алдында залды жалдау ақысын 3 есеге өсіріп жібергенін білдім. Бұл хабар билеттер сатылып, хабарландырулар тарап кеткеннен кейін жетті. Әрине, артық ақша төлегім келмеді. Қонақ үй қожайынымен саудаласып жатуды бекершілік деп ойладым. Себебі олардың өз мүддесінен басқа ештеңе қызықтырмайды. Соған қарамастан 2 күннен кейін қонақ үй менеджерімен сөйлесуге бел байладым. Хатыңызды алған кезде аздап таң қалдым, дедім мен оған. Бірақ сізді жазғырмаймын. Сіздің орныңызда болғанда бәлкім мен де солай жасар едім. Менеджер ретінде сіздің міндетіңіз мүмкіндігінше қонақ үй кірісін арттыру. Олай болмаған жағдайда жұмысыңыздан айырылуыңыз мүмкін.
Ендеше бір жапырақ қағазға қонақ үйді жалдау құнын арттырғанда сізге қандай пайда немесе зиян келетінін жазып көрелік. Сөйтіп мен қонақ үйдің ресми бланкін алып, оны екіге бөліп сыздым да, бір жағына пайда, келесісіне зиян деп жаздым. Пайда деген бөлігіне зал бос деп жаздым да былай дедім. Зал бос кезде сіз оны биге немесе жарыстарға залға беріп қосымша пайда табасыз. Бұны атап өтпесе болмайды, өйткені одан бірнеше дәрістен түсірген пайдаңыздан көбірек пайда көруіңіз мүмкін. Ал 20 кеш маған жалға беріп, басқа кезде жауып қойсаңыз, өзіңіз үшін өте пайдалы кіріс көзінен айырыласыз. Енді бұл мәселенің зиян жағын қарастырып көрейік. Біріншіден, менің есебімнен пайда түсіремін деп, одан айырылып қалайын деп отырсыз. Иә, солай. Сіз көк тиынды таппайсыз. Себебі сіз сұраған қаржыны мен төлей алмаймын. Демек, дәрісті басқа жақта оқуға мәжбүр боламын. Сіз үшін бұдан да басқа зиян бар. Олай дейтінім, менің дәрісімді тыңдау үшін қонақ үйіңізге көп деген білімді, мәдениетті адамдар келеді. Бұл сіз үшін жақсы жарнама. Дегенмен келісесіз. Тіпті жарнама үшін $5000 төлесеңіз де менің дәрісіме келетіндей көп адам қонақ үйіңізді көруге келмейді. Ал сіздің қонақ үйіңізге жарнама өте керек. Әңгімемді айдап отырып, осы екі зиянды жаздым да менеджерге табыстадым. Қоштасарда былай дедім. Бұл мәселеде түсер пайда мен шегер зиянды жан-жақты талдап, маған соңғы жауабыңызды берерсіз деп ойлаймын. Келесі күні мен жалдау құны 3 есе емес 50%-ға көтерілетін туралы хат алдым. Есіңізде болсын, оған мен өзіме не керектігі туралы бір ауыз сөз айтпадым. Тек оған не керектігі туралы, оған қалай қол жеткізуге болатыны туралы айттым. Бұл жерде көпшілік әдетіне бассам, не істер едім? Ойланып көрейік. Менеджердің кабинетінен баса көктеп кіріп барамын. Барамында билеттер сатылып, хабарландыру беріп қойғаннан кейін жалдау құнын 3 есеге көтердім дегеніңіз не сандырақ? 3 есе, күлкілі, ақылға қонбайды. Мен мұндай ақша төлемеймін деп айқайға басар едім. Бұдан кейін не болар еді? Арамызда дау туып, ол ұзаққа созылар еді. Ол даудың қалай аяқталатыны бәрімізге мәлім. Тіпті оның шешімінің дұрыс еместігін дәлелдеп берсем де, бұл жағдай оның намысына тиіп, барлығымыз да тығырыққа тірелер едік. Дейл Карнегидің кітабынан тағы бір мысал келтірейік. Көп жылдар бойы Нью-Йорк банктерінің бірінде қызмет еткен Барбара Андерсон баласының денсаулығына байланысты Аризона штатының Феникс қаласына қоныс аударамын деп шешеді. Осыған байланысты курста үйренген 12 қағидаға сүйене отырып, ол Фениксте қызмет көрсететін 12 банкке төмендегі хатты жолдайды. Құрметті мырза, мен банк саласында 10 жылдық тәжірибем сіздің банк үшін пайдалы боларына күмәнім жоқ. Нью-Йоркте орналасқан Банкерс Траст компаниясына қарасты банктерде түрлі лауазымды қызмет атқара жүріп, мен филиал менеджері қызметіне дейін көтерілдім. Және осы уақытқа дейін салымшылармен жұмыс жасау, кредит, қарыз, әкімшілік міндеттер сияқты мәселелер бойынша тәжірибе жинадым. Мен мамыр айында Феникске көшіп келуді жоспарлап отырмын. Сіздің банкке жұмысқа тұру арқылы сіздердің кірістеріңіз артуына үлесімді қоса аламын деп сенемін. 3 сәуірде мен Фениксте боламын. Сол кезде банктеріңіздің алға қойған мақсатына жетуіне қалай көмектесе алатынымды сіздерге көрсетуге мүмкіндік берсеңіздер керемет болар еді. Құрметпен, Барбара Андерсон. Андерсон ханым хатына жауап алды ма, қалай ойлайсыздар? 12 банктың 11-і оны сұхбатқа шақырды. Андерсон ханым өзі қалаған банктың ұсынысын қабыл алды. Неге? Өйткені Андерсон ханым хатында жұмысқа тұрғысы келетіндігі, яғни өзінің не қалайтыны туралы емес, керісінше банктерге не керектігіне, оларға қалай көмектесе алатынын айтқан. Дауласудан аулақ бол. Өлетұғын тай үшін, көшетұғын сай үшін, желкеге терін құрысып, әркімменен ұрыспа. Асан Қайғы. Өмірде сені дауласуға итермелейтін түрлі мінез бен көңіл күйге ие адамдар ұшырасады. Осындай сәттерде дауласудан аулақ болыңыз. Даудан айналып өтуді алдын ала ойластырыңыз. Себебі тартыс сәтінде ешкімге еш нәрсені дәлелдеу мүмкін емес. Сан алуан фактыны келтіру арқылы өзіңіздің дұрыстығыңызды дәлелдеп, айқын жеңіске жетсеңіз де, оны қарсыласыңыздың мойындауы екіталай. Тартысу кезінде адам жеңіліп қалмау үшін барын салады. Нәпсісі, іштегі егосы қорғанысқа толықтай өткендіктен ақиқатты мойындамайтын, дұрысты көрмейтін, шындықты қабылдамайтын психологиялық күйге ұшырайды. Тартысу, дауласуға ұласқанда дауыс көтеріп, айқайласуға, тіпті төбелеске ұласып кетуі ықтимал. Тартыс ерегіске айналған жағдайда
дауласушылар ақиқаттан алыстап теріс жаққа қарай тереңдей түседі. Нәтижесінде өз ісін дұрыс деп дәлелдеу үшін басқа да дәйек іздейді. Тартысу арқылы жеткен жеңіс нәтиже тұрғысынан жеңіліс деген сөз. Өйткені қарсыластың қателігін бетіне бастыңыз, намысына тидіңіз, сізге деген өшпенділігін ояттыңыз, ақиқаттан алыстадыңыз, арадағы қарым-қатынасқа сызат түсті. Жеңілген адам бұдан былайғы уақытта сізбен кездескенде өзін ыңғайсыз сезінетін болады. Ал екеуі ара дауды басқа адамдар байқаған болса, жеңілген тараптың психологиялық күй-жайы тіптен ауырлай түседі. Ал сіз болсаңыз, жеңдім деп нәпсіңіз семіріп масаттанасыз. Біліп қойыңыз, айтысып тартысудың жеңімпазы тек шайтан ғана. Алла елшісі бір хадисінде, өзінікі дұрыс бола тұра дауласып, тартысуды тәрк еткен адамға жұмақтан бір сарай берілетіндігіне кепілдік етемін деген. Әл-Аузағи, Алла қай елге жаманшылық қаласа, олардың арасына дау-дамай мен жанжал жібереді деген. Бенджамин Франклин былай дейді: дауласып, айтысып, жеңіске жетуің мүмкін, бірақ бұл жеңістің ешбір пайдасы жоқ. Өйткені ол сен жеңді екен деп сені жақсы көріп кетпейді. Ендеше жұртпен дұрыс қарым-қатынас орнатып, достық байланыста болуды ниет еткен кез келген адам үшін тартысып, дауласу тиімді емес. Мақсат біреуге дұрыс нәрсені түсіндіру болса, онда тартыспай-ақ адамның ар-намысы эгосына тимейтін, нәпсісін қытықтамайтын тәсіл мен жолды таңдаған дұрыс. Дауласу жүректерді қарайтып, өшпенділікті туғызады. Анас ибн Малик. Ерлі-зайыптылар арасындағы шиеленіс, яки сатушы менеджер мен тұтынушылардың арасындағы түсініспеушілік, немесе басшы мен жұмысшы арасындағы келіспеушіліктерді мәмілемен шешу ең тиімді тәсіл. Дейл Карнеги тартысуды айналып өту, мақсатқа жету үлгісі ретінде өз оқырмандарының бірінің басынан өткен мынадай оқиғаны мысал ретінде келтіреді. Кроули Нью-Йоркте ағаш материалдар сатумен айналысатын компанияда сатушы болып жұмыс істейді. Ол қаратастай қатып қалған орман инспекторларына олардың қателігін түсіндіруге жылдар бойы тырысып келеді. Оларды жеңген кездерде болды. Алайда бұл жеңістер оған еш пайда келмеді. Өйткені, дейді Кроули, бұл инспекторлар бейсбол ойынының төрешілері сияқты аузынан шыққан шешімін еш өзгертпейді. Күндердің бір күнінде өзінің кезекті бір жеңісі фирманы $1000 шығынға батырғанын білді. Курсыма келіп қатысқаннан кейін ол енді инспекторлармен сөйлесу тәсілін өзгертіп, ендігәрі олармен дауласпауға бел байлады. Нәтижесі қандай дейсіз ғой? Оның айтқандарына құлақ түрейік. Бір күні таңертең кабинетімдегі телефон тынымсыз шырылдай бастады. Көтергенімде ар жақтағы дауыс өзінің зауытына жіберген ағаштар ештеңеге жарамайтынын ашулана айтып жатты. Ол аздай, бұл компания бізге тапсырыс беруін тез арада тоқтатып, ауласында жатқан ағаштарды дереу алып кетуімізді талап етті. Мәселе былай болған екен. Жүк көлігіндегі ағаштардың 1/4 түсіріліп біткенде, инженер бұл ағаштардың 55% сапасы талапқа сай емес екендігін айтып қабылдаудан бас тартады. Мен тез жиналып жолға шықтым. Келе жатып, мәселені қалай шешсем екен деген ойда болдым. Әдетте мен бағалау ережелерін алға тартып, жеткілікті білімі мен тәжірибесі бар инспектор ретінде ағаштың талапқа сай келетініне келесі тараптың көзін жеткізуге тырысатынмын. Алайда осы жолы тренингте үйренгендерімді іс жүзінде қолданып көруге бел байладым. Зауытқа келсем, олардың сатып алу жөніндегі менеджері мен ағаш инспекторы ашудан жарылардай боп тұр екен. Мен ағаш артып келген көліктен ағаштарды түсіруін әрі қарай жалғастыра беруін өтініп, өзім оларға үнсіз қарап тұрдым. Сосын инспекторға жарамсыз деп тапқан ағаштарды бір жаққа, жарамдылығын бір жаққа жинап қоюын өтіндім. Біраздан соң инспектор кейбір ережелерді дұрыс түсінбегенін байқадым. Мысалы, біз жеткізген ағаш ақ қарағай деп аталады, ал инспектор қатты ағаш маманы. Ақ қарағай жайлы білімім одан көбірек болса да, мен оның ағаштарды сұрыптағанына қатысты еш қарсылық білдірмедім. Тек қарап тұра бердім. Инспектордың қатесі жайлы жақ ашпадым. Тек арасында қандай да бір тақтайды не үшін жарамсыз деп танығандығы жайлы сұрап отырдым. Оның фирмасына алдағы уақытта қандай ағаш жіберу керек екенін білу үшін сұрақ қойып отырғанымды түсіндірумен болдым. Сұрақ қоя отырып, олардың өз талабына сай келмейтін тақтайларды алып тастағаны дұрыс болғанын айттым. Сөйтіп оның тілін тапқандай болдым. Арамыздағы мұз құрсауы ақырындап ери бастады. Менің тарапымнан жайлап айтылған ескертулер нәтижесінде жарамсыз деп есептелген бұл тақтайлардың шын мәнінде олар сұраған деңгейге сай екенін, ал егер бұлар расымен жарамсыз десе, бұдан да жоғары сұрыпты тақтайларға тапсырыс беру керектігін,
олар іштей түсінгендей болды. Алайда мәселені тікелей талқылап жатыр деп ойлап қалмау үшін сөздеріме барынша абай болуға тырыстым. Ақырында олардың көзқарасы өзгерді. Сөйтіп олар ақ-қарағай жөнінде көп біле бермейтіндігін мойындап, көліктен түсірілген әр ағаш жайлы сұрай бастады. Мен оған ағаштардың қалай талап еткен көрсеткіші бойынша жеткізілген жайлап түсіндіре отырып, егер мақсатына сай келмесе, бұл ағаштан да бас тарта алатынын жеткіздім. Осылайша олар ағаштарды сұрыптауда қате жібергенін мойындады. Нәтижесінде мен кеткеннен кейін ол сапасыз деп тапқан ағаштарды да қайта қарап, бәрін қабылдап, бізбен толық есеп айырысты. Тек осындай жағдайда алып қарар болсақ, сәл ғана сыпайылық танытқаным, оның мінін көзіне шұқып көрсетпеуім компанияма айтарлықтай кіріс кіргізді. Басқалардың алдында беделдің түспеуі қандай байлықтан да артық екені белгілі. Дипломатия. 2010 жылы діни басқармада ақпарат басшысы қызметінде жүрген кезім. Елімізде теріс ағым өкілдерінің бұрыс уағызын тыңдаудың салдарынан дінге бет бұрған кейбір жанның көкірегінде күдік жүрді. Музыка арам ба, адал ма? Дін мен діл атты кітабымда музыканың дұрысы мен бұрысын ажыратып, хадистермен дәйектеп жазған болатымын. Алайда бұл пәтуаны олар іздеп тауып оқымағаны анық. Ендеше музыканың да естісі барын дәлелдеу қажет болды. Не істемек керек? Діни өлеңдер мүшәйрасын ұйымдастыратын болдық. Үздік деп танылған өлеңдерге арнайы әуен жаздыртып, марапаттау кешінде оларды өнер жұлдыздарына орындататын болдық. Жүлде қоры да қомақты. Әрине, оның бәрі дінге жанашыр кәсіпкерлердің демеушілігімен болып жатты. Мүшәйра да, марапаттау кеші де ойдағыдай жақсы деңгейде өтті. Қоржынға түскен үздік өлеңдерді жинақтап, Аллаға мадақ деген атпен арнайы жинақ етіп шығардық. Елімізде тұңғыш рет өткізілген осынау мүшәйрадан есімде мына бір оқиға қалып қойды. Мүшәйра аяқталуға таяп қалған болатын. Бөлменің есігін жұлқып ашып, танымал ақын ағамыз ішке кірген еді. Қайрат деген сенсің бе? Иә деймін, еш нәрсені түсінбеген қалпы. Менің өлеңімде әкеңнің құны бар ма? Неге өлеңімді қазылар алқасына өткізбей тастадың? Аға, мүшәйраны ұйымдастырып отырған діни басқарма болғандықтан, өлең мазмұны шариғатқа томпақ келмеу керек. Жұрт түсінбей қалады да, ақырында бізге ренжиді. Қане шариғатқа теріс келетіндей мен не жазыппын? Қай жері? Аға, мына жолдарыңызға қараңызшы. Құдайдан басқа тәңір жоқ, болса енесін ұрайын. Айналайын-ау, мұның қай жері шариғатқа қайшы, а? Бұл деген тұнып тұрған поэзия ғой. Маған дереу Әбсаттар қажының телефонын бер, деді реніші басыла қоймаған ақын ағамыз күркіреп. Не керек, әлгі кісі емханада жатқан Әбсаттар қажының палатасынан бірақ шығады. Іле-шала Әбсаттар қажы маған телефон шалып, істің мән-жайын білгеннен кейін, мұны ың-шыңсыз, айқай-шусыз басқаша шешу керек деді. Бұл кісі қалай шешер екен, дедім де қойдым. Сөйтсем Әбсаттар қажы әлгі ақын кісіні арнайы шақырып алып, пәленшеге, сіз елге танымал, мүйізіңіз қарағайдай, атағыңыздан ат үркетін мықты ақынсыз. Ал мына мүшәйра енді қалыптасып келе жатқан жас ақындарға арналған. Сіз сондай бала-шағаның қатарына қосылып, бас бәйгені жеңіп алдым десеңіз, жұрт күлмей ме? Сізге мүшәйраның марапаттау кешінде төрде сыйлы қонақ болып отырғаныңыз жарасады емес пе, депті. Әлгі ақын ағамыз бірден уәжге тоқтап, ертесі өзінің том-том өлеңдер жинағын Әбсаттар қажыға тарту етеді. Міне, осылайша Әбсаттар қажы ашулы ақынның өкпе ренішін сыйластыққа айналдырып жіберді. Даудың алдын алып, мәселені майдан қыл суырғандай мәмілегерлік жолмен шешті. Ал маған өмірлік сабақ болды. Даудың алдын алу үшін жіберген қателігіңді мойындай біл. Дауды болдырмау үшін көрпені өзіңе тарта бермей, басты мақсатың орындалса, қалғанынан бас тартуға, ымыраға келуге дайын бол. Сұхбаттасу сыры. Әрбір маңызды кездесуге алдын ала дайындалудың пайдасы зор. Кездесетін орынның атмосферасы да қолайлы болғаны дұрыс. Барынша тыныш жерді таңдаңыз. Ең бастысы, сұхбаттасыңызға ұнайтын, қызығушылығы басым тақырыпты әңгімеге арқау етіңіз. Ол үшін кездесетін адамыңызды алдын ала зерттеп, оның қызығушылығын біліп алыңыз. Бұл жағдай кездесудің маңызын арттырып, әрі сұхбаттасыңыз толық ашылуына себеп болуымен қатар, сізді бұрыннан танитындай күйге бөленеді. Лезде достық қарым-қатынас орнайды. Нәтижесінде мәселенің тиімді шешілуіне септігі тиеді. Дейл Карнегидің «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері» атты кітабынан үзінді келтірейін. Нью-Йорк газетінен ерекше қабілеті мен тәжірибесі бар адамды жұмысқа алатын туралы хабарландыру берген Чарльз Кубелис түйіндемесін жібереді. Бірнеше күннен кейін оны сұхбатқа шақырады. Сұхбат кезінде ол
Сіздер сияқты белгілі компанияда жұмыс істеу мен үшін зор бақыт. 28 жыл бұрын осы кәсіпті бастағанда бір кабинет пен бір стенографтан басқа ештеңе болмаған еді. Осы рас па деп сұрайды. Кез келген адам әсіресе біраз жетістікке жеткен болса, өзінің бизнесі қалай бастап, қандай қиындықтарды бастан өткергенін айтып бергенді жақсы көреді. Бұл адам да сондайлардың бірі еді. Ол өзінің қалтасында бар жоғы $450 бизнеске қалай келгенін, оған қандай ой түрткі болғанын, кейде қолын бір сілтеп кетіп қалғысы келгенін, қатты қиналғанын айтады. Күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей, күніне 12 сағат жұмыс істегенін, ақырында барлық қиындықтарды жеңгені, қазір Уолл-стриттегі мықтылардың өзі келіп ақыл сұрайтын маңызды тұлғаға айналғанын ұзақ әңгімелеп берді. Мұндай жетістікке жеткен үшін өзіне разы еді ол. Онысы да жөн, өз жеңісі жайлы қанша айтса да еш сөкеті жоқ. Әңгімесі аяқталған соң ол вице-президенттің бірін шақырып, бұл адамды жұмысқа алыңдар деп бұйырады. Кубелис мырза болашақ жұмыс берушінің жеткен жетістігі жайлы білгісі келді. Осылайша ол өзі сөйлесіп отырған адамның жан дүниесі мен оның проблемаларына үңіліп көрді. Сондықтан сұхбаттасының көбірек сөйлеуіне мүмкіндік беріп, өзі туралы жақсы пікір қалыптастырды. Мысырда соңғы курсты аяқтауға бірнеше ай қалған болатын. Бас мүфти сайланғанына бірнеше ай болған Әбсаттар қажы Дербісәлі сапарлап Каир қаласына келді. Мен Хазіретпен арнайы жолықтым. Әңгімеміз танысудан және бірнеше минуттық жөн сұрасқан қысқа сұхбаттан әрі аспады. Оқуды аяқтап, елге қайтқаннан кейін 2 жыл өткен соң тағы бір кездесуге ниет білдірдім. Бұл жолы кездесудің дайындығы бөлек болды. Әбсаттар қажының қызығатын тақырыбын алдын ала зерттедім. Ол кісі бар ғұмырын шығыстануға, Орта Азиялық, әсіресе қазақ даласында туып өскен ғұламалар өмірі мен шығармашылығына арнағаны белгілі. Ендеше осы тақырыпты әңгімеге арқау етуім керек деп шештім. Әбсаттар қажының еңбектерін қарап шықтым. Кездесу барысында ол кісінің кеңес үкіметі кезінде жазған «Қазақ даласының жұлдыздары» атты кітабы жайлы сөз қозғап едім. Ол кісі ерекше шабыттанып тоқтамай ағытылды кеп. Арасында тақырыпқа қатысты сұрақтарды қойып отырдым. Не керек, арамызда 1 сағатқа созылған әдемі әңгіме өрбіді. Мені ұзақ жылғы танысындай құрмет көрсетіп шығарып салды. Кейде кездесулер біз ойлағандай бола бермейді. Қызу пікірталас орын алып, эмоцияға ерік беріп, дауыс көтеруге дейін баруымыз мүмкін. Мұндай жағдайда белгілі бір келісімге келмесеңіз де, кездесуді жағымды эмоциямен, жақсы сөздермен аяқтауға тырысыңыз. Көркем мінез. Кез келген адаммен дұрыс қарым-қатынас орнату үшін ең әуелі көркем мінез қажет. Өзара тіл табысудың түрлі тәсілін қолданғанымызбен, сөзіміз бен ісіміз үйлеспейтін, қайшылыққа толы пенде болсақ, біраз уақыттан кейін кемшін тұсымыз су бетіне қалқып шыққан май сияқты байқала бастайды. Жасандылық ерте ме, кеш пе мәлім болады. Сондықтан адаммен қарым-қатынасымыз әрдайым ұзақ, мерзімді һәм шынайы әрекетке негізделуге тиіс. Бұл тек ішкі құндылығы берік көркем мінезді тұлғадан ғана шығады. Өйткені адам өзінде жоқ нәрсені басқаға бере алмайды. Көптің сеніміне кірген адам айналасымен дұрыс қарым-қатынас құра алады. Қарым-қатынасты нығайту үшін құндылықтарға негізделген әрекет керек. Төменде жақсы қарым-қатынасқа, тиімді тіл табысуға ықпал ететін негізгі құндылықтар жайлы сөз қозғаймыз. Уәдеге берік бол. Ешкіммен дауласып тартысушы болма. Көңілге тие кететін қалжың айтпа. Орындай алмайтын ісіңе уәде берме. Хадис. Уәдеде тұру кемелдікке ұмтылған барлық ізгі жандардың айнымас қасиеті. Тақуалықты ту еткен жандар қандай жағдайға тап болса да сөзде тұруды ең үлкен міндет деп біледі. Мұсылманшылық уәдеге беріктілікпен өлшенеді. Құранда мүміндердің жақсы қасиеттері жайлы айтылғанда, олар берген уәделерін толық орындайды делінген. Уәдеде тұру сенім ұялатудың жалғыз жолы, сыйластық, қарым-қатынас құрудың кепілі. Уағдасына берік кісіні айналасы жақсы көріп, ең қиын жағдайда оған сенім артып арқа сүйейді. Сондықтан Алла тағала Құранда: «Уа иман келтіргендер, берген уәделеріңде тұрыңдар, берген уәделеріңді және жасасқан келіскен шарттарыңды орындаңдар, өйткені берілген серттің сұрауы бар» деп уәдеде тұрудың маңыздылығын ерекше білдірген. Алла елшісі саллаллаху алейхи салам 200-дінің сипаты шүу, сөйлесе өтірік айтады, уәдеде тұрмайды және аманатқа қиянат жасайды деп, уағдадан айнуды 200-ді тайғақ адамдарға тән сипат деп қатаң ескерткен. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз уәдесінде тұрған адамның жұмаққа кіретіндігіне кепілдік берген.
Кім мына 6 нәрсеге кепілдік берсе, мен оған жұмаққа кіретініне кепілмін. Жалған сөйлемеуге, уәдені орындауға, аманатқа қиянат етпеуге, ар ұятты сақтауға, зина жасамауға, көзін харамнан қорғауға, қолын харамға созбауға дейді. Уәденің үлкен кішісі болмайды. Кішкентай балаңа ананы алып беремін, мынаны әкеліп беремін деген уәдең де уәде. Тіпті уәденің ең үлкені. Өйткені бала жүрек оны тағатсыз күтеді. Ал берген уәдеңді әр бұзған сайын оны опасыздыққа, өтірікке баулып жатырсың деген сөз. Келісілген уақыттан кешікпей бару да уәдені орындауға жатады. Алған қарызды уақытында қайтару да солай. Уәдеде тұру мұсылман қазақ баласының көзге көрінетін ең ұлы қасиеті еді. Бұл жайлы қазақ зиялысы Ақселеу Сейдімбек былай дейді: біз уәдеге берік халық едік, уәдеден тайдық. Уәде қазақтың ұлы құндылығының бірі еді. Қазақ даласының 19-20 ғасырға дейін сырттан келген этнографтар бір-ақ нәрсеге таңғалған екен. Өте ірі тағдырлы істер тек қана уәдемен шешіле береді дейді бұл далада. Қазір уәде беріп тұрып, қолхат жазып тұрып, қақпанға түсіріп кетеді. Осындай жоғалтқан құндылықтарды санап тауыса алмайсың. Рас, қазақ уәдеге ар намыс мәселесі ретінде қараған. Сондықтан атам қазақ ер жігіттің екі сөйлегені өлгені, емен ағаштың иілгені сынғаны, немесе айтылған сөз атылған оқпен тең деп бір-ақ ауыз сөзбен кесіп айтқан. Ильяс Есенберлиннің шығармасында бұрынғы қазақ батырының уәдеге беріктігі жайлы мына бір тәмсіл айтылады. Бірде Қырым билеушісі Мамай ел үшін бүлдіргені үшін Ноғайлының Ақпанбет батырын өлтіріп жұртты ойрандайды. Ақпанбет өлерінде үзеңгілес серігі Кегенес Кен Жанбайға адам шаптырып, жалғыз ұлым Тастемірді өлімнен құтқарсын деп одан ақыреттік уәдесін сұратады. Уәде алған Кен Жанбай батыр хан жасағының алдына шығып, Ақпанбеттің ұлына сауға сұрайды. Мамайдың қаһарынан қорыққан жасақ басшысы көнбейді. Ақыры ақыреттік уәдесін орындау үшін Кен Жанбай егіз ұлының сыңары 3 жасар жанұзақты досының ұлының орнына өлімге берген. Тастемірді құтқарып уәдесін орындапты. Енді мына бір ғибратым ол оқиғаға назар салайық. Өте ертеде қолы қарулы бір жігіт байқаусызда адам өлтіріп қояды. Өлген адамның туыстары қазыдан қанға қан үкімін сұрайды. Жігіт сонда: алыста тұрушы едім, жақындарыммен қоштасайын, қарыздарымды жабайын, 3 күнге мұрсат беріңдер дейді. Қазы көпшілікке қарап, бұған кепіл болатын адам бар ма дейді. Ешкім үндемейді. Сол кезде бір қария шығып: мен кепіл боламын, ол келмей қалсам мен жауап беремін. Ел жұрт аң-таң. Өйткені бұл қария әлгі жігітті танымайды. Арада 3 күн өтеді. Уәделі күні елдің бәрі жазалаңына жиналады. Әлгі кісі өлтірген жігіт жоқ. Жұрт біткен оның жолына қарап тұр. Бірақ ешкім көрінбейді. Ел жігіт өтірік уәде берген екен, мына қарияға обал болатын болды-ау деп ойлайды. Бір кезде көпшілік алыстан қара терге малшынып жүгіріп келе жатқан жігітті көреді. Оның уәдесінде тұрғанына бәрі таңғалады. Жігіт айтады: елім алғыс болғандықтан уақытынан кешіктім, бірақ бәріне үлгердім. Енді өлімге дайынмын. Уәдеден таймаған азаматқа ел риза. Жағдайға қаныққан өлген адамның туыстары да біз кешірдік дейді. Қазы көпшілік алдында өлім жазасы үкім етілген жігіттен: сен өлетініңді біле тұрып келдің, неге қашып кетпедің дейді. Ол: мен уәдемде тұрмасам, мынау мұсылмандар арасында уәденің құны жойылама деп қорықтым дейді. Қазы қарияға бұрылып: сіз бұл адамды танымай тұрып, неге кепіл болдыңыз дейді. Ақсақал кейін мұсылмандар арасында уәдеге сенушілік әлсірейме деп қорықтым дейді. Әсілінде уәдеден айну пайда күнемдіктен туындайды. Пендеде қарабасын ғана ойлайтын пайда күнемге айналғанда уәде бұзғыш келеді. Өйткені ол уәде бергенде өзінің бас пайдасын есептеп үлгереді. Ал үміттенген пайдасы жоғалса, немесе уәденің орындаудың бағасы пайдасынан асып кетсе, ақ болды, көк болдыға салып уәдесін бұза салуды оңай көреді. Нағыз мұсылман өз зиянына болса да уәдесін бұзуды ар санайды. Мәшһүр Жүсіп былай дейді: бұл мұсылманшылық деген немен болады? Уағдаға опалы болуменен. Пайдамен залалды таласып келгенде залалға өзі шыдап, пайданы басқаға қоюменен болады. Бүгінде кәсібі кейін кетіп жатқандарға қарасақ, солардың көбі жеке пайдасына бола берген уәделерін бұзатындар екенін байқаймыз. Олар әріптес компаниялармен болған келісімді, немесе қол астындағы қызметкерлеріне сыйақы беру, айлығын жоғарылату, тағы басқа берген уәделерінен уақыты келгенде түрлі сылтау айтып кейін тайқып шығады. Уәдені бұзу арқылы қысқа мерзімде материалдық пайдаға кенелгенмен ұзақ мерзімді ұтылады.
кәсіптегі әріптестерінен, жақсы қызметкерлерінен айырылады. Адамдар арасында сый-құрмет төмен адамдар уәде үдесінен шыға алмағандар екені анық. Орындамайтын ісіңе уәде берме. Қандай жағдай болса да уәдеңе берік бол. Адамдарға уәдеңді орындамағаның емес, оларды босқа үміттендіріп күткізгенің ауыр тиеді. Бұзылған уәде сенімді, үмітті, мәрттілікті, достықты өлтіреді. Амандасу адамдық белгісі. Амандасу жүздескен адамыңның көңіліне қуаныш сыйлап, жақсы энергия тарату жолы. Сәлем беру, қоғамға сенім ұялатудың, өзіңнен ешкімге зиян тимейтіндігін паш етудің көрінісі. Қал жағдай сұрасу, кез келген адамды үлкен кіші, бай кедей, шен-шекпен, атақ мансап, тұр-тұрғысына қарамастан құрметтеудің, қадірлі адам екенін білдірудің белгісі. Сондықтан дін мен ділімізде сәлем сөздің анасы саналған. Бауыржан Момышұлы сәлем турасында былай дейді: сәлем беру ізеттіліктің, кісіліктің баспалдағы. Сәлем беру сөз бастаудың беташары. Сәлем беру танысып білісу, достасудың дәнекері. Пайғамбарымыз Мәдине қаласына алғаш келгенде, бұрын жүздеспеген кісілердің бәрі Алла елшісін көру үшін жан-жақтан ағылып жатты. Мадиналық яхуди ғұламасы Абдуллах ибн Сәлам да алып ұшып пайғамбардың жанына келді. Пайғамбарымыздың тұла бойынан көне кітаптарда айтылған ақырғы пайғамбар нышандарын байқаған ол, мына жүзде титтей де жалғандық жоқ деп иман келтіріп, мұсылмандықты қабылдайды. Кейіннен Абдуллах ибн Салам Мұхаммед саллаллаху алейхи салам пайғамбардың Мәдина халқына айтқан алғашқы өсиетін жеткізді. Пайғамбарымыз былай деген еді: уа халайық, араларыңда сәлем беріп амандасуды әдетке айландырыңдар, бір-бірлеріңе ішкізіп жегізіңдер, туысқанды қарым-қатынасты мығым ұстаңдар. Адамдар шырт ұйқыда жатқанда өздерің намаз оқып құлшылық жасаңдар, сонда жұмаққа емін-еркін кіретін боласыңдар. Жоғарыдағы хадистен адамдардың өзара қал жағдайын сұрасып, бір-біріне есендік тілеу, сый-құрмет көрсетіп, дастархан жаю жұмаққа жетілер ізгі іс екендігін байқаймыз. Жақсы қарым-қатынас орнатуға дәнекер амал екеніне көз жеткіземіз. Бүгінде адамдар арасында сәлем беріп, қал жағдай сұрасу құндылығы жоғалғандықтан, көрші тұрса да адамдар бір-бірін танымайтын болды. Жедел сатыға кіргенде үнемі байқаймын, адамдар бір-бірімен амандаспайды. Бір-біріне көз тоқтатып, тіке қарамастан, бір нәрселерді шұқылап немесе сырт айналып теріс қарап тұрады. Тіпті кейбіреулері ыңғайсызданып қысылғаны соншалық тезірек сыртқа шығуға асығады. Дәл осындай сәтте ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Немесе қайырлы таң, амансыздар ма? Секілді сөздермен сәлемдескенде, бағанадан бері үнсіз тұрғандардың жүзі жадырап сала береді. Бұрынғы тымырсық көңіл күй әп сәтте басқаша өзгеріп шыға келеді. Тар жер бірден кең кеңістікке айналып кетеді. Міне бұл жай ғана амандасудың әсері. Танитынға да, танымайтынға да сәлем берудің сауаптылығы жайлы көптеген хадисте айтылған. Алла елшісіне бір кісі келіп, маған ең қайырлы ізгісті айтыңыз дегенде, Мұхаммед саллаллаху алейхи салам пайғамбар адамдарға тамақ беру, ұшырасқан адамға танысаң да, танымасаң да сәлем беріп, қал жағдай сұрауың деп жауап берген болатын. Басқа бір хадисте атты кісінің жаяу жүргіншіге, жүріп бара жатқан адамның отырғанға, аз адамның көп адамға сәлем беруінің абзал екендігі түсіндірілген. Сондай-ақ қол беріп амандасқанда күнәлардың төгілетіндігі бір қатар хадистерде берілген. Амандасуға қатысты мына бір қателік қазіргі таңда өте жиі орын алып жүр. Соңынан келген адам дастархан басында отырған адамдарға әрқайсының жанына барып қол беріп амандасып жатады. Бұл көпшілікке ыңғайсыздық тудырады. Сондықтан ассалаумағалейкум деп жалпылама берген ортақ сәлем жеткілікті. Қол беріп амандасып болған соң қолымды жуып келейін деп кері өту өте ұят. Үйге кіре салысымен қол жуу парыз деңгейінде міндет болуға тиіс. Жомарт болыңыз. Жомарт дос көбейтеді, сараң мал көбейтеді. Мақал. Пайғамбарымыз Мәдина халқына арнап айтқан алғашқы уағызында сәлем беруден кейін шақырған екінші құндылық сахилық танытып адамдарға тамақ беру. Сахилық кемел адамның ажырамас қасиеті. Алланың өзіне берген жақсылығын басқалармен бөлісу, жаратқанға алғыс білдіріп шүкір етудің көрінісі. Сондай-ақ адамдармен қарым-қатынас құрып, көңіл кілтін табудың төте жолы жомарт болу. Адамдарға қол ұшын беріп көмектесу жомарттыққа жатады. Жомарттық қаржылай немесе дүниемен болу шарт емес. Кез келген көмек, мейлі ол жылы сөзбен, қолғабыспен, жанашырлық көңілмен болсын, бәрі жомарттық аясына кіреді. Жомарттық қызғаныш отын өшіреді, өшпенділік пен дұшпандықтың алдын алады. Жомарт жанды жұртта құрметтеп, жақсы көре бастайды. Қажет кезде оған айналасы көмек қолын созуға, қорғап қалуға дайын тұрады.
бір хадисте жомарт адам Аллаға да, адамға да, жұмаққа да жақын. Ең сараң адам Алладан да, адамнан да алыс, керісінше тозаққа жақын делінген. Жұмыстағы әріптестеріңнің үлгермей жатқан ісіне жәрдем беріп жіберу де жомарттыққа жатады. Адам баласы қиналып тұрған сәтте өзгенің жасаған көмегін ешқашан ұмытпайды. Келесі жолы да саған немесе басқа бір мұқтаж адамға қол ұшын берудің тартынып қалмайды. Осылайша өзара жәрдемдесудің арқасында қоғамда бауырмалдық салтанат құрып, мейірім мен сыйластық орнығады. Құранда жақсылық пен тақуалықта бір-біріңе жәрдем беріңдер делінген. Иә, жомарттық мәрт адамның бойында болуға тиіс құнды қасиет. Жұрттың жүрек кілтін тауып, айналасымен қарым-қатынаста болғысы келетін кез келген кісі сахи мінезді болуға тиіс. Қазақ мұны бір ауыз сөзбен ағайынға жақын келсе қазанды бол, Аллаға жақын келсе азанды бол деп түйіндеген. Мәшһүр Жүсіп бұл жайлы: ойласаң боламын деп халқыңа бас, қарасын аузыма деп кәрімен жас. Қойың сойып, қымыз сапыр, қайнат шайды, жайдағы дастарханды қазаныңдас. Жиылар маса, шыбын, бал мен қантқа, ас тамақ болады арқау адамзатқа. Дастархан мен қазанға мырза болсаң, тегіс жақсы сен болдың жуық жатқа. Қадірлі болам десең қарындасқа, дуа жоқ бас айналар мұнан басқа. Кейбір батыс психологтары мен коучтары белгілі бір адамнан керегіңді алу, тіпті өзін саған көмек беруге міндетті сезіну үшін оған алдын ала жәрдем беріп, көмектесу қажет деп пайымды ұстанып жатады. Меніңше мұндай бақа есепке құрылған көмек жомарттыққа жатпайды. Ерте ме кеш пе өзінің кері әсерін беретін болады. Кез келген жәрдем, жасалған жомарттық ешбір қайтарым күтпестен тек Алла ризалығы үшін жасалуы тиіс. Лұқпан Хәкімнің екі нәрсені ұмыт, біреудің саған жасаған жамандығын, ал өзіңнің өзгеге жасаған жақсылығыңды деуінің арасында осындай биік өре жатыр. Құранда бұл жақсылығымыз үшін сендерден ешқандай қарым-қатынас та, алғыс та күтпейміз делінеді. Жетістікке жетуге кедергі болатын кертартпа мінездің бірі сараңдық. Қол астыңдағы қызметкерлері мен кәсібінің өркендеуіне үлес қосқан жандар мен табысын бөлісе алмаған кәсіпкер түбі дағдарысқа ұшырары анық. Сараңдықтың салдарынан кәсібі кері кеткен мұндай таныстарым жетіп артылады. Сондықтан әрдайым кәсібіңнің өркендеуіне үлес қосып, табысқа кенелуіңе септігі тиген кез келген адамның еңбегін бағала. Оларға жомарттық танытып, табысыңды бөлісе біл. Сонда кәсібің де өркендеп, ортаң да кеңейе түседі. Мәшһүр Жүсіп бұл жайлы: аймағым көп болсын деп талап етсең, ренжітпе қол астыңа қарағанды дейді. Кез келген бағаланбаған еңбек реніш тудырады. Ал реніш болған жерде қарым-қатынасқа сызат түсіп, іс алға жылжымайды. Тіпті күндердің күні олардың саған дайын бәсекелес болып шыға келетінін әсте ұмытпа. Қазақтың кең болсаң, кем болмайсың деген мәтелін әрдайым есте ұстаған абзал. Тозаққа лайықты іс. Бір күні аты әйгілі әулие кісі барынша жұпыны киініп ауылды аралайды. Дүниесінің көптігімен аты шыққан бір байдың есігін қағып, Алла ризалығы үшін бір үзім нан берсеңіз деп қайыр тілейді. Әлгі бай: саған бір үзім емес, бір түйір нан да бермеймін. Сен секілді жарлыларды бағу үшін еңбектеніп тер төккенім жоқ деп ұрсып есігінен қуып жібереді. Байдың бұл әрекетін байқап қалған көршісі дереу жүгіріп келіп, сенен көмек сұраған кісінің кім екенін танымай қалғаның ұят болды ғой. Ол аты әйгілі пәленше деген әулие ғой дейді. Қатты қателескенін түсінген әлгі бай артынан жүгіріп барып: әміріңізге құлдық ұрайын, сізді танымай қалдым. Бұл қателігімді қайтсем түзете аламын. Орнын қандай іспен жабаламын дейді. Әулие кісі ауылдың бәрін шақырып ас бергін дейді де ары қарай жүріп кетеді. Бай әулие айтқандай бүкіл ауылды шақырып үлкен дастархан жайып ас береді. Жұрт дән риза. Сен ең жомарт жансың, сен нағыз халықты ойлайтын кең жүректі ізгі адамсың, сен Алла ризалығынан үміт еткен нағыз тақуасың секілді сөздермен мақтап жатады. Сөз алған әулие: сендер мақтап жатқан бұл кісі осындай көл-көсір дастархан жайып, сіздерге ас беру арқылы тозаққа лайық іс жасады дейді. Жұрт аң-таң. Сәл кідірген әулие сөзді былай жалғастырады: Алла ризалығы үшін бір үзім нан сұрап едім. Сен секілді жарлыларды бағу үшін еңбектеніп, тер төккенім жоқ деп қуып жіберді. Кейіннен менің атағым үшін осындай етіп дастархан жайды. Сонда менің абырой даңқымды Алланың ризашылығынан жоғары қойған бұл адамның ісі тозаққа лайық болмай ма деп бәрінің есінде қаларлық ғибрат сөз айтып еді. 3 түрлі адам. Алла тағала 3 түрлі адамды жақсы көреді. Ал бұлардан басқа тағы 3 түрлі адамды одан да жақсы көреді. Біріншісі, Алла тағала дәулеті мол, жомарт жанды жақсы көреді.
сөйте тұра өзі кедей, бірақ жомарттық танытқан пендесін одан да жақсы көреді. Екіншісі, Алла тағала құлшылыққа берілген қарияны жақсы көреді, ал құлшылыққа берілген тақуа жасты одан да жақсы көреді. Үшіншісі, Алла тағала кішіпейіл кедейді жақсы көреді, ал кішіпейіл бай адамды одан да жақсы көреді. Алла тағала үш түрлі адамды жек көреді, ал бұлардан басқа тағы үш түрлі адамды одан да қатты жек көреді. Біріншісі, тәкаппар байды жек көреді, ал кедей бола тұра кербездікке ұрынған адамды одан да қатты жек көреді. Екіншісі, Алла тағала сараң кедейді ұнатпайды, ал бай бола тұра сараңдық танытқан адамды одан да қатты жек көреді. Үшіншісі, Алла тағала күнәһар жасты жек көреді, ал күнәдан арылмаған қарияны одан да қатты жек көреді. Туысқандық қарым-қатынас. Пайғамбарымыз хадистері арқылы Мәдина халқына туысқандық қатынасты мығым ұстауға шақырған. Туысқандық қарым-қатынас, адамгершілік байланыс, қоғамды тұтастай бақыт ететін тамаша құндылық. Әр адам өз басына бақыт іздеп, қайғысымен жападан жалғыз қалған қоғамда күйзеліс те, тарығу да көп болады. Құран мен хадисте туысқандық қарым-қатынастың маңыздылығы өте көп айтылған, әрі мол сауаптылығы білдірілген. Біз бала күнімізде үлкендерден осынау жақсы әдетті, ғибратты көріп өстік. Қуанышты бөлісудің нәтижесінде әр ағайын жақсы эмоциядан қуат алса, қиыншылықта бір-біріне медеу болудың арқасында жабырқау көңіл тарыққан жан болмайтын. Бірде шетелдік танысым былай деген еді: қазақтардың ерекшелігі, олар қазіргі сәтпен өмір сүреді екен, ертеңіне алаңдамағандықтан стресске көп түспейтін сияқты. Ал біздегі психология барлық нәрсенің тізгінін өз бақылауында ұстағысы келгендіктен болашаққа көп алаңдаймыз, тәуекеліміз тым аз. Мен ойлана келе мына тұжырымға тоқтадым: бізде туысқандық қарым-қатынас мықты. Қиын жағдайда қорғап қолдайтын ағайын туысқа бейсаналы түрде сенім артқандықтан өзімізді қауіпсіз сезінеміз. Қазақтың бұл әдеті бүгін ғана пайда болған жоқ, сонау ғасырлар қойнауынан бұзылмай келе жатқан жақындықтан болар. Бұл құндылықтың инерциясы қазақ қоғамын әлі де алға сүйреп келе жатыр. Аталарымыздан бізге жеткен ағайынның азары болса да безері болмайды, алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді деген сияқты мақал мәтелдер текке айтылмаған. Бұл ұғымның арғы жағында ағайынмен бірге бол, көппен көрген ұлы той деген түсініктер жатыр. Сондай-ақ бұрынғы қазақтың ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейтін мақалының өзі қауымды береке бірлікке шақырып тұрған жоқ па? Қысқасы, ағайын дегеніміз Тәңірдің бұйрығы, оны сен таңдай алмайсың. Тағдыр жолықтырады. Демек, ағайын сенің сынағың. Жаман болса төзесің, жақсы болса озасың. Сондықтан Алла тағала ағайынға қарайласуды, көмектесуді, оны жақсылыққа шақыруды өз құлдарына текке міндет еткен жоқ. Аптада бір күнді туысқандық қарым-қатынасқа арнап, жеке жоспарға кіргізген тиімді. Өз тәжірибемде әр сенбі немесе жексенбі бір туысқанға қонаққа барамын, яки үйіме шақырамын, немесе арнайы бір жерде кездесеміз. Алғыс айтуды әдетке айландыр. Адамдардың ішкі қызығушылығы мен ынтасын ояту үшін атқарған жұмысын бағалап, еңбегіне рахмет айтудың орны ерекше. Әрине, рухани кемелденген жандар бір жаратқанның ризашылығы мен сауабын ғана күтеді. Алайда кез келген адам өзі еңбектеніп жасаған ісінің бағаланғанын қалайды. Көпшіліктің алдына шығып сөз сөйлеп жүрген адамдар жиылған жұрт айтылған әңгімеге құлақ түріп назар аудармаса, қол соғып қошамет көрсетпесе, жағымсыз көңіл күй тудыратынын жақсы біледі. Ендеше адамдардың кішігірім болсын жетістігін бағалай біліңіз. Көшеде, мейлі жұмыс орнында, яки отбасыңызда қандай да бір ізгі іс байқасаңыз, алғыс айтуды ұмытпаңыз. Әйеліңіздің жасаған тамағы үшін міндетті түрде алғыс білдіріңіз. Кез келген адамның жасаған жұмысын бағалап, еңбегіне алғыс білдіру ең әуелі адами борышымыз. Хадисте адамдарға алғыс айтпаған кісі Аллаға да алғыс айтпайды делінген. Өйткені айналасындағы адамдардың жасаған жақсылығы мен қызметін көре алмаған адам Алланың берген сансыз нығметтерін де көре алмайды. Сахнаға шығып өнер көрсеткен әнші, әртіске қол соғып, орнымыздан тұрып қошамет көрсеткеніміздей, дүкендегі сатушыға да, еден жуушы мен көше сыпырушының да қызметін бағалап, еңбегіне ризашылығымызды білдіруіміз қажет. Бұл оларға керемет көңіл күй сыйлаумен қатар ерекше шабыт береді. Араларыңызда сыйластыққа толы қарым-қатынас орнайтыны сөзсіз. Байбала ақсақал. Ауылымызда Байбала есімді аса тақуа ақсақал болды.
дін апиын саналған сонау кеңес кезеңінің өзінде бұл кісі 5 уақыт намазының біреуін де қаза қылмайтын. Шілденің шіліңгір ыстығында оразасын толық ұстайтын. Ақсақалды көз көрген жұрттың айтуына қарағанда, ол кісі атпен жарты күндік қашықтықтағы жерге барып жұма намазын оқып қайтады екен. Таң намазынан кейін жолға шығып, кеш ауа үйіне әрең жететін көрінеді. Ақсақал қайтыс болғаннан кейін арада ондаған жылдар өтті. Кеңес үкіметі де күл-талқан болды. Халық әлі жаңа өмірге бейімделе алмай жатқан аласапыран заман. Әлгі ақсақалдың Қызыр есімді оқығаны көп, спортқа да бейімді зерек кенже баласы бар еді. Міне осы жігіт ауылға сыймай жүр. Іштей мазасыз, неге дейсіз ғой? Өйткені ой алыста жатқан адамға құлдыраған ауыл өмірі тар келе бастайды. Жан дүниесі күнделікті мағынасыз күйбең тіршіліктен шаршаған соң, Қызыр осылай рухани ізденісте жүргенде, менің туған ағамда қолында бірнеше діни кітабы бар қаладан ауылға бара қалады. Бұрыннан бірге өскен Қызырға дінді өз білгенше насихаттап, қолындағы ақиқат шуағы, ислам ғылымқалы сынды кітаптарды сыйлайды. Жастайынан оқуды жақсы көретін Қызыр кітаптарды бір деммен тауысып тастайды. Тіпті бір рет емес, бірнеше қайтара. Ауылда қуанышты жағдай, Қызыр намаз бастады. Баяғы тақуа ақсақалдың кенже ұлы арада ондаған жылдар өткен соң сәждеге басын қойды. Қарт шешесі үйімізге арнайы келіп, ұлының өзгергенін айтып, алғысын жаудырып жатты. Қызыр кейіннен ештен кеш жақсы деп қалаға келіп жоғарғы оқуға түсті. Өзі сүйген мамандығы бойынша дипломға да қол жеткізді. Қажылыққа да барып қайтты. Бүгінде аудандағы мектептердің бірінде аға оқытушы, шәкірттеріне ақиқаттың нұрын сеуіп жүрген үлгілі ұстаз. Өмірде жасалған жақсылық бос кетпейді екен. Тағдырда да біз білмейтін сырлар көп қой. Кейіннен білдім. Шешемнің айтуына қарағанда Қызырдың әкесі Байбала ақсақал кезінде менің әкеме Құраннан қысқа сүрелер мен кейбір дұғаларды жаттатып, діннің негіздерін үйреткен екен. Әрине, кеңес кезеңі болғандықтан бұлардың бәрі жасырын түрде жүзеге асқан. Оны біз білмейміз. Енді ойласам, ағамның Қызырдың дінге бет бұруына себеп болуы Байбала атаның әкеме жасаған жақсылығының қайтарымы сияқты. Байбала ақсақал менің әкеме жасырын Құран үйретіп жүргенде, оның қайтарымы мен жемісінің өзінің кенжесіне ондаған жылдардан кейін кері қайтып келетінін білмегенде болар. Сыйлық жасау жақсы әдет. Өмірде жақсы мінез жомарт деген ізгілер сараңдықты құп көрмеген. Берген қол бәрінен де құтты болар, сол жаман ала біліп түк бермеген. Ахмет Игунеки. Кез келген адам қоғам ішінде өзгелермен жақсы қарым-қатынаста болуды, адамдардың өзін жақсы көруін қалайды. Ал мұны іске асырудың жолы өзара сыйлық беруді дәстүрге айландыру. Сыйлық беру сіздің сыйлық алушы адамды құрметтейтініңізді білдіреді. Яғни сіздің алдыңызда оның қадір қасиеті жоғары екендігін айғағы. Виктор Франкль адамды өмір сүруге құлшындыру үшін оның қадір қасиетін арттыру қажет дейді. Сыйлық осындай функцияларды жүзеге асыратын құрал. Француз әлеумет танушысы Марсел Морс сыйлықтың жаны бар депті. Расымен де сыйлық адамның жанын баурап алады. Өйткені кез келген адам үшін өмір құнды. Ал сол өмірге мән кіргізіп шаттық сыйлай білген әрбір жан сол адамның досына, жақсы көретін сүйікті адамына айналады. Алла елшісі саллаллаху алейхи салам осы мәселені үмбетіне өсиет еткен бір хадисінде бір-біріңе сыйлық беріңдер, сонда араларыңдағы бір-біріңе деген сүйіспеншіліктерің артады деген. Жазушы Лев Толстой бір сөзінде, адамды біз жасаған жақсылығы үшін ғана жақсы көрмейміз, оған көрсеткен өзіміздің жақсылықтарымыз себепті де жақсы көреміз дейді. Демек, сыйлық беру, сыйлық алушы тараптың ғана емес, сыйлық беруші тарапқа да шаттық сыйлайды. Жоғарыдағы хадистің мәні де осы болса керек. Әсілінде адамның көбі сыйлық алғанды жақсы көреді, бірақ сыйлық беруге келгенде аса құлықты емес. Бұл да парадокс. Себебі сыйлық алуды ұнатып, сыйлық беруді ұнатпау, іште жасырын жатқан эгоизм көрінісі. Мына мәселені ескере өткен жөн. Өзара сыйлық беруде сыйлықтың құны мен көлемі шарт емес. Әркім шамасына қарай сыйлық бергені жөн. Ал сыйлық беруден немесе алудан бас тарту психологиялық тілмен айтқанда өзін өзгелерден кем сезіну комплексі. Сонымен қатар сыйлық алушы адам өзі де мұқтаж жан болуы мүмкін. Кейбір адам осыны ескеріп, оның сыйлығын алмай кері қайтарады. Бұл әрине бір қарағанда жақсы амал болып көрінгенімен дұрыс емес. Өйткені мұндай әрекет әлгі адамның көңілін қалдыруы хақ. Сол себепті ондай адамның сыйлығын қабыл алып, оған одан да артық сыйлық берген жөн.
Әзірет Айша анамыз мұқтаж бір әйелдің сыйлығын қабыл етпей қойғанда, Алла елшісі саллаллаху алейхиссалам мұқтаж болса да ол әйелдің сыйлығын қабыл етіп, оған артығырақ бір нәрсе беруін керек еді деген. Сыйлық берудің отбасылық жылу үшін де орны ерекше. Бір жерде шаң басып ұзақ тұрған затты сілкіп, шаңнан тазартып, қайта таза қалпына келтірген секілді, ерлі-зайыптылардың бір-біріне сыйлық сыйлап тұруы да негативті энергияға толып, ақырын сөне бастаған арадағы құрмет пен сүйіспеншілік сезіміне серпін береді. Алла елшісі саллаллаху алейхиссалам отбасылық татулықты мұрат етіп айтқан хадисінде, садақаның ең үлкені кісінің өз әйеліне еркелетіп аузына бір түйір ас салуы деген. Демек, сыйлықтың ең үлкені адамның отбасына тарту еткен сыйлығы. Менің сыйлықсыз ешқайда қонаққа бармайтын әдетім бар. Жеке кәсібім жоқ кезде де шайлықтан аспайтын азғантай айлығымның бір бөлігі сыйлыққа жұмсалатын. Сыйлық беретін адамды қуанту үшін оның көңілінен шығады-ау дейтін өзгеше сыйлық апаруға тырысатынмын. Алайда ондай сыйлықтардың бағасын менің жұқа қалтам көтере бермейтіні тағы белгілі. Сондықтан әрі арзан, әрі өзгеше сыйлық іздеуге кейде жарты күнім кететін. Кейіннен бірнеше адаммен серіктес болып бастаған алғашқы кәсібімді осы сыйлық саласында аштым. Бұл саладағы кәсіптің табысын айтпағанда, менің сыйлық іздеуге кететін қаражатым мен уақытымды үнемдеуге жақсы ықпал болды. Бүгінде достарыммен маған да көңіл бөлек адамдар қатары көбейіп жатса, мендегі осы сыйлық сыйлау әдетінің оң әсері дер едім. Көңіл сұрау құндылығы. Науқас адамның көңілін сұрау сауапты іс. Арнайы барып, халін сұрап, жақсы тілек айтып, қолдау білдірсеңіз, науқас адамның көңілі көтеріліп, рухы серпіліп қалады. Тіпті ауруына шипа табуы ғажап емес. Арнайы көңілін сұрап келген адамды ол өмір бойы ұмытпайтын болады. Арадағы қарым-қатынас беки түседі. Ауырып қалған кісінің көңілі пәс болғандықтан достарынан жылы сөз, қолдау күтеді. Ал өмірінің қиын сәтінде қолдау таппаған адам достарынан суып кетеді. Кейде халін сұрап, әне барам, міне барам деп жүргенде науқас адам өмірден өтіп кетіп, жылы сөз айтуға үлгермей қалып өкінетін жағдайлар болады. Сондықтан науқас таныстарымызға арнайы барып халін сұрап, көңіл білдіруді өмірлік әдетке айналдырған абзал. Мына бір мағынасы терең құдси хадис өмірімізге ғибрат болсын. Алла тағала қияметте былай дейді: "Уа адам ұрпағы, мен ауырғанда неліктен менің көңілімді сұрап келмедің? Уа Аллам, сен ауырып сырқамайтын, бүкіл әлемдердің раббысы емессің бе? Мен сенің көңіліңді қалай сұрамақпын? Пәленше құлым ауырғанда көңілін сұрап бармағаныңды білесің бе? Егер соның көңілін сұрап барғаныңда, менің сол құлымның жанынан табатын едің. Уа адам ұрпағы, мен сенен тамақ сұрағанда бір үзім нан берместен мені құр қол қайтардың. Уа Аллам, сен еш нәрсеге мұқтаждығы жоқ бүкіл әлемдердің раббысы емессің бе? Мен сені қалай тамақтандырмақпын? Пәленше құлым сенен тамақ сұрағанда қолын құр қайтарғаныңды білесің бе? Сол құлыма тамақ бергеніңде мені оның жанынан табатын едің. Уа адам ұрпағы, мен шөлдеп сенен сусын сұрағанымда неліктен су беріп шөлімді қандырмадың? Уа Аллам, сен еш нәрсеге мұқтаждығы жоқ бүкіл әлемнің раббысы емессің бе? Мен саған қалай су бермекпін? Пәленше құлым шөл құсып су сұрағанда сен су бермей қойғаныңды білесің бе? Егер сол құлымның шөлін қандырғаныңда мені соның жанынан табатын едің. Ертеңді күтпе. Ертең болғанда сенің көңілін сұраймын деген науқас бұл өмірде болмауы мүмкін. Кейінге шегерме. Кейін болғанда сен кешірім сұраймын деген кісіге үлгермей қалуың мүмкін. Сосын деп беймәлім уақытқа қалдырма. Уақыт тез өтеді де сен үнемі жаныңда боламын, әкелік махаббатыма бөлеймін деген бала-шағаңның қалай тез есейіп кеткенін білмей қаласың. Ертең жасаймын демегін, ертең сөзсіз келеді, бірақ сен мына дүниеде болмауың мүмкін. Ендеше өзегіңді өкініш өртемес үшін еш нәрсені ертеңге қалдырма. Ғайбаттан абай бол. Қоғамды іштей ірітіп-шірітіп, адам арасындағы қарым-қатынасқа сызат түсіретін жаман әдет өсек айту. Құранда ғайбат айтуды өлі адамның етін жеуге теңеген. Неліктен? Өйткені өлі адамға не істесең де ол өзін қорғауға, мән-жайды түсіндіруге қауқарсыз. Міне, ғайбатталған адам да өзі жайлы айтылған жаман сөзден өзін қорғай алмайды. Сырттай айтылған сынның түк пайдасы жоқ. Себебі ғайбатталған адам оны өзі тікелей естімегендіктен кемшілікті түзетуге мүмкіншілігі болмайды. Қандай да бір адам жайлы, мейлі ол айтылған жайт оның бойынан табылса да, табылмаса да, сырттай жағымсыз әңгіме айту ғайбатқа жатады.
Пайғамбарымыз ғайбат кісінің артынан жағымсыз сөз айту болмақ. Егер айтылған кемшілік оның бойында шынымен де бар болса, ол ғайбат. Ал нахақ жамандасаң, бұл жала деп кісінің көңіліне қаяу салатын, сырттай айтылған кез келген жағымсыз сөздің өсекке жататындығын ескерткен. Өкінішке қарай кейбір кісілер мұны бетіне де айтамын, немесе ғайбат болып кетпесін деп қойып өсектің түр-түрін айтады. Мұндай сөздермен ақталу ғайбат күнәсін ауырлатпаса жеңілдетпейді. Сондай-ақ, сен оның қандай жаман адам екенін білмейсің ғой, айтсам ғайбат болып кетеді деу де ғайбаттың ауыр түрі. Себебі жалпылама өте жаман адам екендігін айту арқылы тыңдаушының ауқымды күмәнді ойға жетелейсің. Әсілінде өсек айту қызғанышпен кешіре алмаудан туындайды. Өсек арқылы адам іштегі қыжылын кетіруге, сырттай өш алуға, есесін қайтаруға талпынады. Бірақ бұл алыстағы мүлдем естімейтін адамды айқайлап ұрсу секілді түк пайдасы жоқ, бекер тірлік. Бетіне айта алмайтын немесе кешіре алмайтын әлсіз рухани науқас пенденің әрекеті. Айтылған ғайбат міндетті түрде жамандалған адамның құлағына неше есе ұлғайып, өзгерген кейіпте жетеді. Сондықтан өсек айтуды әдетке айландырған ғайбатшы басқа адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуы мүмкін емес. Абайдың өсек өтірікті 5 дұшпанға теңегені сондықтан. Кемелдікке ұмтылған жандар өсек өтіріктен өздерін жоғары ұстайды. Пәс пенделердің деңгейіне түспейді. Олар өсек айтуды былай тұрсын, әлде біреулердің сырттай басқаны жамандап, ғайбаттаған сөздерінде тыңдай алмайды. Оларды тыйып тастайды, немесе ғайбат айтылған ортадан кетуге асығады. Саған біреу жайлы ғайбат айтып отырған кісінің сені де басқа біреулерге жамандайтындығын әсте ұмытпа. Жамандыққа жақсылық. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі. Мақал. Кемшіліксіз адам жоқ. Пенде болған соң бірде артық, бірде кем кетеді. Енді бірде әлсіз мінезі сыр беріп, қателікке ұрынады. Тағы бір ретте сабырсыздыққа салынып, айналасын ренжітіп жатады. Кейде көрінуге тиіс биіктен көріне алмай әлсіздік танытады. Кемелдікке ұмтылған жандар қателескен адамға әрдайым кеңшілік танытып, жамандығына жақсылықпен жауап береді. Күннің шуағы суық мұзды ерткен тәрізді, ізгілік те жамандықты жояды. Көңілдегі кірбіңді кетіреді. Жамандығына жақсылық көрген адам жіберген өз қателігін мойындайды. Ар-ожданы оянып, ынсапқа келеді. Ал жамандыққа жамандық көбінесе дұшпандыққа лосады. Көкірекке кек байлатады. Ақыл мен жүректі тұмшалап, қателікті мойындауға мұрсат бермейді. Құранда жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Сен жамандықты қолыңнан келген ең керемет жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қас дұшпаны болған адамның жан досыңа айналғанын көресің. Алайда ондай кемелдікке сабырлық таныта білгендермен адами қасиет пен жақсылықтың нәсібі мол болған жандар ғана қол жеткізбек делінген. Мәшһүр Жүсіп жамандыққа жақсылықты мінез еткен кісінің досы көп болатындығын білдірген. Дос жолдас қылам десең қауым көпті, бойыңа үйір қылма өкпе кекті, жамандыққа жақсылық мінез қылып, бола бер бәріне де ыңғайлепті. Біреу айғайлап сөйлегенде байсалды мінез танытып, мәдениетті түрде жауап беруде жаманшылыққа жақсылық болмақ. Ашуланып, сізге ұнамайтын сөздер қолдана бастаған кісіге керісінше жақсы сөзіңізді арнап, игі тілек тілесеңіз, көп жағдайда әлгі адамның ашуы басылып, әуелгі райынан қайтады. Есіңде болсын, жамандыққа жақсылық жасағанда бұл ісіңді ешқашан міндетсінбе, әрі қайтарым күтіп, дәмеленуші болма. Жаса және ұмыт. Елде мейірім күтсең, әуелі өзің мейірбан бол. Кездескен адамыңнан күлімсіреген көңіл күй көргің келсе, сен де әрдайым адамдарға жайдарлы жүзіңді сыйла. Жұрттан жылы сөз естігің келсе, сен де оларға жылы сөзіңді аяма. Айналаңмен жақсы қарым-қатынаста болғың келсе, сен де жұртқа жомарт жүрек, мәрт мінез танып. Өйткені адамдардың бізге жасаған қарым-қатынасы біздің оларға көрсеткен мінезіміздің жаңғырығы. Не жасасаң, соның жаңғырығын естуге, хам көруге дайын бол. Саған ұнамаған жаңғырық үшін адамдарды емес, тек өзіңді кінәла. Түйін сөз. Қадірлі қалайық, құрметті оқырман. Қазіргі таңда дүниежүзілік интеграциялық ахуал әсері бір-бірімен тым жақындасқан, сондай-ақ жаһандық ой сана алмасу мейлінше күрделеніп, алпауыт мемлекеттер ықпалы барынша күшейген тұста қазақ халқы қалай өмір сүруі керек? Мына бір қайнаған ғаламдық бәсекеге қайтып төтеп бере алады, жұтылып жоқ болып кетпей ме?
жоғарыдағы күрделі де күрмеуі қиын сұрақтар, көкейінде еліне деген ізгі ниеті, қазағына деген махаббаты, жұртына деген жанашырлығы, ата-баба жолына деген ыстық ықыласы бар пенденің уайымы болуға тиіс. Қайраткер тұлға, ұлт көсемі, Әлихан Бөкейхан, біздің кемшілігіміз, әркім тарих арқалаған жүкті белгілі жерге апармай, соңындағыларға тастап кететіндігі. Әр ұрпақ өзіне артылған жүкті жетер жеріне апарып тастағаны дұрыс. Әйтпегенде, болашақ ұрпағымызға аса көп жүк қалдырып кетеміз. Кейінгі ұрпақ не алғыс, не қарғыс беретін алдымызда зор шарттар бар. Дегеніндей, өзімізге артылған тағдыр жүгін жұртқа тастап кетпей, бүгінгі ұрпақтың рухани игілігі мен тұрмыстық қажеттілігіне жарар деген үмітпен хал қадірімізше осы бір туындыны жазып шықтық. Пайдалы болса, ол Алланың жәрдемі, ал кемшін тұсы біздің кемшілігіміз болмақ. Кітапта баяндалған дүниелерді өмірде тиімді жүзеге асыру үшін арнайы кемел адам күнделігі қоса әзірленді. Күнделікке діттеген мақсатыңызды, әр күнгі жоспарыңызды жаза бастасаңыз, өміріңізге оң өзгеріс ене бастағанын аңғарасыз. Бұл пікірім жарнамалық ниеттен туындаған тәсіл емес. Кітапта жазылған пайдалы кеңестер қағаз бетінде қалып кетпей, сіздің жеке өміріңізге жақсы өзгеріс әкелсе деген ізгі ниеттен туындап отыр. Кемелдік бір Аллаға ғана тән. Кітапқа қатысты ұсыныс пікірлеріңізді kairat@email.com почтама жіберуіңізге болады. Алла баршаңызға разы болсын. Игі тілек, дұғаларыңызды біз пақырға ұмытпағайсыздар деген үмітпен. Алматы, 4 қазан 2021 жыл.